оларға құлақтарына тебе бермеу керек. Сен 11-ші класс бітіргеннен кейін ұлттық бірыңғай тестқа түсе алмайсың. Мынау Украинадағы соғыс не? Украинадағы соғыс ол деколонизация. Біз өзіміз құлдық санада тұрып алдық. Қазір өзімізден кейінгі ұрпақты құлдыққа дайындап жатыр екенбіз. Дайындап. Діннің өзін орнына қоятын рух екен ғой. Өйткені Ассалаумағалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Оразаның бүгінгі қадір түні келіп қалды. Аллах тағаланың қалауымен тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Жалпы сіздердің бүгінгі ниет тілектеріңіз қабыл болсын деген тілектеміз. Сіздерге қазір біз өте күрделі Қазақстанның жалпы негізі әлемдік даму мақсатындағы көптеген ой толғайтын жақсы жобаларды сіздерге айтатын боламыз. Арнайы бізге келіп отырған қонақта қазақта мына абай танушы, мына қауым жалпы негізі мына сіздер мен біздердің көкейімізде жүрген сұрақтардың бәрін кез келген деңгейде үлкен ғұламалардың тілімен, жалпы қазақтың жалпақ тілімен оны кәдімгідей жеткізіп отыратын Омар Жәлел ағамыз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Және де сіздерге өздеріңізге қаншама уақыт көрсетеді деген YouTube арнасынан танымал жалпы журналист, Қазақстан деңгейінде және де мына Орта Азия деңгейінде бірнеше кәсіпкерлермен, адамзатпен сұхбат алып, оның ішінде ең бір халықтың көкейінде жүрген сұрақтардың бәрін, қисынсыз сұрақтардың бәріне жауап алып жүрген Нұрсейіт Жылқысбай мырза. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Бүгін Астана қаласында сіздер бізде қонақтасыздар. Бүгінгі құрметті көрермен, осы жерде отырған видеоны толық көріп шықсаңыздар, біздің сіздерге беретін сыйлықтарымыз бар. Және де бүгінгі біздің сұхбатымыздан өздеріңіздің ойларыңызды жаза өтсеңіздер, осындай жақсы ой жазғандарға да бізде қазір мына сый сияпат беретін қонақ кәде бар екен. Сондықтан осындай сый сияпаттардан да сіздер құр қол қалмаңыздар. Жалпы қош келдіңіздер дейміз. Бүгін еркін әңгіме, емін-еркін отырып Астананың төрінде жақсылап сөйлесіп сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Жалпы негізі біздің адамзаттың өркениеттің дамуы деген қазір үлкен үрдіс болып жатыр. Қазір мысалы үшін қарасаңыздар, Facebook компаниясы, жалпы үлкен алпауыт компаниялар метавселенная дейді, виртуальный өмірлерге қарай аяқ басып жатыр. Бұл мына технологиялық негізі әлемнің адамзаттың дамуындағы ең бір қияли дүниелердің бірі. Ал енді біз қазақ осыдан қалыс қалып келе жатыр деп айта алмаймыз, өйткені бізде ашықпыз ғой. Баяғы Северный Корея, мына СССР сияқты өмір сүріп жатқан жоқпыз, бірақ соған ашықпыз. Бірақ дегенмен де қарап отырсақ, осы Қазақстан біздің қазақтың арманы қазан ошақ, үй, автокөлік немесе дүние, осындай мәселеге келіп тіреліп қалдық та, жаңағы дүниелерге. Ал ана шетелдегі азаматтардың бәрі ондай дүниелерден өтіп кеткен сияқты. Жалпы негізі біздің жалпы дамуымызға не кедергі? Қазір өздеріңіз ойларыңызды айтып өтсеңіздер. жалпы мынау тіршіліктің өзінің заңдары бар. Соны шешіп алмай біз мынау қазіргі ғылым мен техниканың дамыған елдердің қиял ғажайып әлеміне жаңағы сапар шеккен, ұмтылған жағына бара алмаймыз. Өйткені біз осы ең басты мәселелер, мына Ахмет Байтұрсынов айтады жаңағыдай, өнер екі түрлі болады дейді, тірнек өнері дейді, сосын көрнек өнері дейді. Тірнек дегеніміз мынау тіршілікке қажетті нәрселер. Тірнектеп жинады дейді ғой, үй салу, машина міну, тірнектеп. Сол мәселе шеше алмай жатырмыз. Одан кейін көрнек өнер дейді. Бұл әдемілік, сұлулық, сән салтанат. Сонда көрнек өнеріне жету үшін бірінші мынау тірнек өнерінде шешіп алуымыз керек. Сол тірнек біз өнер шеше алмай жатырмыз. Неге? Өйткені біздің мынау қазақ халқы орыстың жаңағыдай Ресей империясының бірінші отары болдық. Отарлық деген нәрсені әлі түсінбей жатырмыз. Ол құлдық деген нәрсе. Одан кейін Совет үкіметінің отары болдық. Ол әртүрлі қызылды жасылды ұрандармен неше түрлі жалаулатып, коммунизм деген идеяны сылтауратып, түбінде бүкіл ұлттар жойылады, бірақ ұлт қалады. Ол ұлттардың барлығының тілі орыс тілі болады деп, отаршылдықты бүркемелеп, астыртын саясат жүргізіп отырды. Сонда Құдайдың қалауымен 1991 жылы біз тәуелсіздік алдық.
де факто емес, де юре алдық. Бірақ әлі де факто тәуелсіздік алған жоқпыз. Неге? Өйткені біз экономикалық, ақпараттық тәуелсіздікке жеткен жоқпыз әлі. Біз сол баяғы метрополияның, яғни қазіргі сол Совет одағының мұрагері, мирасқоры Ресей Федерациясының әлі біз сол шылауындамыз. Ақпараттық жағынан да, экономика жағынан, және де егер біз тек қана бұрын Ресейге ғана қарайтын болсақ, қазір біз әлемдік капиталдың шылауына түстік, соларға тәуелді болып қалдық. Инвестиция деген атаумен біздің жаңағыдай қазба байлықтарымыз, біздің бүкіл халықтың жаңағыдай ата-бабаларымыздан мирас болып қалған жер асты, жер үсті қазыналарының барлығы қазір басқа бір алпауыт елдердің қолына өтіп кетті. Мысалы, бұрын тек қана Ресей қаратымыз, енді Қытай инвестициясы бізде бар, Америка бар, Канада бар біздің елде. Сондықтан бізде қазіргі кезде жалпы мынау отарсыздану дегеніміз не? Отарсыздануда шында да халық, біз отарсыздану тарихын оқыған кезде жаңағы мемлекеттер, отар болған мемлекеттер осындай басында инвестицияға мұқтаж болады екенді, кейіннен өздерінің естерін жиғаннан кейін сол қаржы көздерін өзі қолдарына алады екен. Ес жиғаннан кейін. Бірақ біз 30 жыл болды, біз есімізді әлі жиған жоқпыз. Өйткені мынау қазба байлықтардың меншік иесі мемлекет деп жазылып қойған Конституцияда. Енді қазіргі кезде соны қазба байлықтардың иесі халық деп өзгертеміз деп жатыр. Бірақ соңғы сөйлемінде былай дейді: мемлекет өз қарауынша оны қолдануға қақысы бар деп тағы жазып отыр. Конституция жазамыз дейді. Сонда ол не болады? Ал енді мынау Қытайда 1,5 миллиард Қытайда Конституциясында жазылып тұр дейді. Жер асты қазынаның жер иеліктер барлығының меншік иесі тек қана халық деп жазылып тұр дейді. Сонда мынау Абайша айтқанда, Абай айтады ғой: өзімдікі дей алмай өз малымды, күндіз күлкіден айырылдым, түнде ұйқыдан айырылдым дейді. Өзімдікі дей алмай өз малымды. Сол проблема әлі тұр. Біз өз малымызды, яғни мал деген ақша, капитал, араб тіліне аударғанда, сол біз өз малымызды, яғни Құдай тағала біздің өзіміздің хақымызға бұйырған, ата-бабаларымыз қанын, қызыл қанын аямаған, қара терін аямаған, күндіз отырмаған, түнде ұйықтамаған, қаншама шахид болып осы жерді, елді қорғап қалған өзіміздің жеріміз, өзіміздің жаңағы қазба байлықтарымыз қазақтың өзіне бұйырмай отырды. Сол Абайдың проблемасы өзімдікі дей алмай өз малымды деген проблема әлі күн тәртібінен түскен жоқ қой деп ойлаймын. Неге? Өйткені бұдан шығудың жолы бұл деколонизация мәселесі. Оған бірақ қазір қазақтың күші де жаңағыдай қуаты да жететін емес, және оны көп адам бұны ақыл деңгейінде, суық ақыл деңгейінде түсінгенмен осы деколонизацияны көбісі сана деңгейінде әлі түсінбейді. Мына болып жатқан процестердің себебі не екендігін көп адам білмейді. Көп адам тек қана салдарын көріп, жаңағыдай халық күйзеліс үстінде салдарын көріп, жаңағыдай өз тілімізді өзіміз сыйламайтынымыз, жаңағы қазба байлықтардың шетелдің компанияларына кетіп қалғандығы, біздің үлес салмағымыздың аздығы, халықтың мүддесінің сатылып кеткендігі, осының барлығының негізінде бұл жаңағы отаршылдықтың ауыр зардаптары жатыр. Бірақ оны айтып жатқанда, оны түсініп жатқанда, және оны түсіндірейін деп, оны зерттеп, оған кәдімде қазақтың интеллектуалдарын жұмылдырып бұл мәселені шешпекші болатында жаңағы билік көрінбейді. Неге? Өйткені бұл біздің жаңағы Жауһарлар Неру айтқан ғой, жаңағыдай отаршылдар дайындаған кадрлар сол ұлт үшін ең зиянды адамдар деп айтқан кезінде. Отаршылдар дайындаған кадрлар деген. Сонда біздің қазіргі кездегі билік басындағы истеблишмент, олардың барлығы кезіндегі сол Совет елінің кадрлары. Сөзіңізді бөлсем кешірім сұрайын, Омар аға. Бұл жерде былай қарайықшы, барлығын дұрыс Совет елінің отарында біз ғана болған жоқпыз. Өзбекстан, мына Қырғызстанды алайықшы, 5-ақ миллион халқы бар. Қазір баратын болса Қырғызстан адамға қандай киім қажет барлығын жасайды.
мына біз қарапайым осы күнге дейін түрсиме мәйгіде шығара алмадық та, соны қырғыздан аламыз. Тәжікті алып қарайық мысалға, түркменді алып қарайық. Әрқайсысы өзінің жеке басына алып жүр. Сіздің тура сұрағыңызға тура жауап берейін. Біз мысалға Илон Маск Твиттерді 44 миллион, қателеспесем 44 миллиард долларға сатып алды, басқа қылды, оны дамытады, Facebook дамытады, үйтеді деген, оны қанша ойласақ та, оны қанша армандасақ та, ондай деңгейге біз бүгін ертең жете алмаймыз. Шыны керек. Біз әлем таңғалдырып керемет автокөлік шығара алмаймыз, әлем таңғалдырып керемет телефон шығара алмаймыз, әлем таңғалдырып керемет вертолет, самолет шығара алмаймыз. Біздің қолымыздан ол бүгін ертең келмейді. Өйткені неге? Өйткені себебі біз 30 жыл бойы өзінің елін жақсы көрмейтін, өзінің болашақ жастарын жақсы көрмейтін, өзінің мына бұрыс топырағын сыйламайтын мешки, жатып шер, бағанағы тойымсыз, түк көрмеген осындай кісілердің салдарынан, ауырда болса айтайын, біз осындай жұпыны күйге жеттік. Бәлкім айтатын шығар, таяқтың да екі ұшы бар. Әрине, Құдайға шүкір, жағдайымыз жаман емес, жақсымыз, әйтеуір астанамыз бар, мақтанатындай, басқамыз бар. Бірақ дей тұрғанмен, дәл мынандай қолдағы ресурспен біз тек қана уранның күшінің өзімен біз былай өмір сүруімізге болады. Жарайды, мейлі мен қазба байлыққа басқаны айтпай қойын. Біз сорлау, анау совет өкіметі қалдырған колхоз бен совхозды ыдыратпай соны ұстайтын болсақ, біз Голландиядан қай жерімізген болатын еді? Еш жерімізген болмайтын еді. Даниядан қай жерімізген болатын еді? Еш жерімізген болмайтын еді, мал шаруашылық жағынан. Біз мал шаруашылық кезінде 30 миллион қой ұстады біздің бабаларымыз. Мысалға, соның қызығын кімдер көргенін білесіздер өздеріңіз. Мысалға, 50 миллионға дейін жеткізуге болатын еді қойды. Қазір бізде мына бағанағы жатып шер мешкейлер, яғни бүткіл жайылым жерлердің бәрін алып қойды. Ауылға барып мал бағайын десең, жайылым жер жоқ. Су, мысалға, Талас өзенінен келетін, Шу өзенінен келетін сулардың бәрі кімге тәуелдіміз? Қырғыздарға тәуелдіміз. Қырғыздар суды бермей қоятын болса не болады? Шөп өспейді. Шөп өспесе не болады? Мал қырылады. Мал қырылса не болады? Жұт болады елімізде. Міне, көрдіңіз ба? Мен басқа жақтың суын айтпай қойын, бір ғана мысал ретінде. Енді біз осы уақытқа дейін біздің қолымыздан келетін іспен, шаруамен айналысуымыз керек еді, соны дамытуымыз керек еді. Мысалға да, ауруын жасырған өледі дейді. Мен бағанағы айтып отырмын ғой, жер асты қазба байлық басқасын айтпай қойын. Біздің қолымыздан не келеді? Біздің қолымыздан мал шаруашылығын өндірісін дамыту келеді. Бізде қарапайым тұрғыда агроном кезіндегі зоотехник деген қандай сала мамандары еді, қараңыздаршы, біз зоотехниктер мысалға. Ол сала мамандарын бәрі жоққа жіберді ғой біздің сорлылар. Жоққа жіберді ғой. Мына ауыл шаруашылық министрі 2 жылда бір ауысады. Аты кім, заты кім, ешкім танымайды. Енді қалай болады сонда біздің болашағымыз? Кеше біз қараңыз, көршілес мемлекеттерге күлетін едік. Өзбектерге, қырғыздарға, басқасына. Олар бүгінгі таңда бізге күлетін дәрежеге біз жеттік. Біздің енді қазір жалпы негізі қай бағытта алсақ та, бізде мысалы үшін артында бір халық сорлы, халық кінәлі, халқымыз, еліміз осындай бір күйде қалып қойған сияқтымыз да, оның бәрі негізі біздің жаңағы өзімізді қаржап, өзімізді тежеп, немесе өзімізді қайрап жатқан сияқты боламыз әрине. Бірақ біздің енді дамуға деген құлшынысымыз қазіргі мына 2000 жылғыдан төменгі жастардың, мен қазір мысалы үшін мен жақсы жақтарын айтқым келіп отырмын. Мысалы үшін біздің кезімізде мен класстастардың өзінде өзі замандастарым арақ пен темекіге көп әуес болған. Қазіргі балалар арақ пен темекі шекпейді. Мысалы үшін Түркияға барсам, Түркияның мешіттерінде жұма намазда үлкен кісілер 40-тан 50-ден жоғары адамдар көп жүреді. Ал біздің жаңағы мешіттерге кірсеңіз, 2 қатар ғана үлкен ақсақалдар, қалғандардың бәрі жастар. Осы мені қуантады. Енді қазір мен бір тағы да артқы кезде байқап келе жатырмын. Мысалы үшін біз қазір басқа мемлекеттермен жұмыс жасап, солардың ішіне кіріп, шығып, сөйлесіп жүргеннен кейін тағы бір нәрсені байқадым. Бізде мысалы үшін мына цифрализацияға немесе жаңағы біздің егов, біздің жаңағы автоматизация, сондай мәселелермен біз шамал алда келе жатыр екенбіз. Біздің ол жақтан да разработчиктарымыз көп. Өткенде өзбек ағайындармен бірге бір жұмыстармен серіктесіп жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы үшін мен үстіндегі костюм, көйлегіміз бәрі сол жаңағы материал Франциядан шығады, ал осыны жаңағы тігетін
аппарат немістерден шығады, ал тігіп жатқан кім? Өзбектер. Өзбектерге біз өзіміз лекалымызды беріп жатырмыз, мынандай қылып тігіп беріңдерші деп. Солай тігіп беріп жатыр. Біз асыл адам деп тігіп жатырмыз, бірақ енді осыны бәрі айтады, неге Қазақстаннан шығармайсыңдар дейді. Қазақстанға әкеліп шығарайық десек, мысалы үшін аяқ киімді біз Турциядан Коня қаласынан шығартып жатырмыз. Онда Қазақстанға алып келейік десек, бізде не жоқ? Мамандар жоқ. Бізде не жоқ? Жаңағы арнайы осыны тігетін адамдар жоқ. Бірақ бізде қазір не бар? IT саласында блокчейн разработчиктары бар екен. Бізде қазір жаңағы егов сияқты мықты жаңағы технологияларды разрабатывать етіп, сол жағынан біз даже Түркиядан да бәрінен алға шығып кеткен екенбіз. Аға, дұрыс қой айтып отқаныңыз. Сіз айтып отқан бағанағы еговыңыз, мысалға, біздің өздеріңіз білесіздер, барлығымыздың мынау аты жөніміз, ата тегіміз, фамилиямыз кімнің қолында екенін білесіздер ғой? Иә? Еговтың бәрін сатып алған жоқ па? Енді оны сатып жүрдік қой енді. Сатып жіберді ғой. Кім сатып жіберді? Бер жағында кім сатып жіберді? Орекең алды, мысалға. Сбербанкқа. Енді қараңыз, сонда құрметті Омар аға, мысалға, сіздің мысалға өзіңізден басқа, отбасыңыздан басқа білмейтін ақпараттар бар, а на каком основании оны өзгелердің қолына ол өтеді? Неліктен? Мысалға, сіз біздің Құдайға шүкір көзімізді ашып жүрген, ағартушылықпен айналысып жүрген ағалардың бірісіз, бірақ Омар Жәлел деген атыңыз бар. Керемет, сондай бір абай танушысыз, шәкәрім танушысыз, Мәшһүр Жүсіп атамызды жақсы жіліктеп шығып тастайсыз. Бірақ сіздің жағдайыңыздың қандай екенін көпшілік біле бермейді ғой. Мысалға, сіз біреуге барып жыламайсыз, қол жаймайсыз, өзіңіз қалт-құлт етіп әрең жүрсіз. Сұмдық керемет үйіңіз жоқ, сұмдық керемет мәшинеңіз жоқ, көшеде әлі күнге дейін такси ұстайсыз, универде сабақ бересіз. Сіз сияқты ел ағалары шыны керек қой, жыл сайын шетеліне демалу керек, екі мезгіл. Мемлекеттің тарапынан қаржыландыру керек. Сіз кәдімгі алақанымызға ұстайтын ел ағасысыз ғой. Бірақ сіздің сондай сіздің деңгейіңіздің барлығын алады да, бағанағы. Нұрсейіт бауырымыздың айтып отқаны рас та, бірақ мынандай болып отыр. Омар Жәлел ағамыз сияқты үлкен деңгейде, бұл кісі қазір танымал ғой. Бұл кісі сияқты танымал емес те жазушылар көп. Жазушылар, ағартушылар, бірақ олардың бәрінде бізде мысалы мемлекетімізде, енді білмеймін, енді қандай да бір мемлекетті зиялы қауым сол елге жаңағындай күлкілі қылып көрсетсең дейді, сол ел өзінен өзі азып кетеді деген бір қағида бар екен. Бізде енді қарасаңыз экономист емес ондай кісілер. Жоқ, өте дұрыс. Ол ағада ауруын жасырған өлет дейді аға. Совет өкіметі кезінде, мысалға, мен айтыңызшы аға өзіңіз аға, мысалға. Бір жазушыларды көрдіңіз ба, әрең жүрген, мысалға. Бағанада айтып отырмын ғой, бағдарлама басылатын кезде. Шәмші Қалдаяқов атамызға дейін Дінмұхамед атамыз шақырып алып, үйін беріп, жағдайын жасап, Волгасын беріп, барлығын берді ғой. Мысалға, біз анау президентпен кездессе де ауыз ашарға барады, басқа қылады, жұрттар мысалға. Қаншама азаматтар кездесіп жатыр. Сол жерде бір сіздің мүбәрәк жүзіңізді көре алмадық қой аға біз. Сізді ұлықтай алмағанымыздың соншалықты салдары да мысалға. Енді бағана сайып келген кезде, енді әрқайсымыздың құжатымыз көршілес мемлекетте тұратын болса, біз туралы данныйдың бәрін білетін болса, нені армандаймыз біз? Қандай болашақты армандаймыз? Енді күйетін тұс қой бұның бар. Енді бұл жерде бұндай мәселе ғой. Мынау жалпы ес жиып етек жабу дейді. Енді біз кішкене қорытып отырайық. Ес жию дейді. Жалпы отаршылдық дегеніміз халықтың есінен айырылу. Үлкен мағынасында. Отаршылдық деген құлдық. Негізінен. Енді ол ауру ғой. Қазақ айтады, ауру батпандап кіріп, мысқалдап шығады дейді. Батпандап кірген ауру, ол үлкен, мынау Ресейде екі не болған екен бұрын, священный синод дейді, сосын жаңағы сыртқы істер министрлігі. Сол екеуі қосылып, осы қазақ даласын қалай отарлаймыз деп, бүкіл орыстың жаңағы интеллектуалдарының басын қосып, миллиардтаған қаржы жұмсап, экспедициялар жіберіп, жаңағы жоспарлар жасап, малая линия, большая линия, горькая линия деп құрсаулап, осы қазақты қалай басып аламыз деп, олар ғасырлар бойы бұған дайындалды, сөзсіз бе? Бірте бізді отарлады. Енді қазақта сөз бар ғой, қардың басын қаралар жауып тұрып, ханның басын ханылар шауып тұрып дей ме? Енді бізді қалай отарласа, біз солай отарсыздануымыз керек қой. Өкінішке қарай біз отарсызданбай отырмыз ғой. Халықтың жаңа сіз айтып отқан ол тек қана салдарлары. Сондықтан Конфуций айтады ғой, халқың кедей болғанда дейді, халқың кедей болғанда сенің бай болған ұят дейді. Халқың бай болғанда сенің кедей болғаның ұят дейді. Сондан біз
халық баймай отыр ғой. Неге? Кеше ғана Тоқаев ана Қандар қырғынынан кейін халықты жинап алғанда айтты ғой. 30 жылғы жаңағы қазақтың жаңағы бүкіл байлығы 26 адамның қолында шоғырланған дейді мысалы. Енді ол күнеден бері белгілі нәрсе. Сонда жаңалық емес қой ол. Жоқ, сонда не болды? Яғни сонда біз мысалы осының бәрі неге жасалып отыр дегенде, өйткені мынау Хайек деген экономист бар, жаңағы ағылшын тіліндегі, сол кісі айтады, ол нарыққа бейімді және бейім емес халық болмайды дейді. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, қазақ жасай алмайды деп. Жоқ, қазақ жасай алады. Және де біз неге жасай алмай отырмыз дегенде, ол жерде бұл халықты анау кезінде кімнің айтқаны бар, Мекемтас ағамыздың, Назарбаев Түркістанға келгенде Мекемтас ағамыз айтты ғой, бір отар қойды депті, бір арыстан басқарса, бір отар қой 2 айдан кейін арыстанға айналады депті. Егер бір отар арыстанды бір қой басқарса, 2 айдан кейін бір отар арыстан қойға айналады деген. Яғни бұл Абай неге халықтан бас тартты, халықты бағудан? Бұл айтады бірінші қарашасын, бұл елге бағым жоқ дейді. Неге? Өйткені біліп отыр. Өз қолынан кеткен соң өздерінде ел боламын деп айта алмаймын. Өз қолынан кеткен соң енді өз ырқың дейді. Яғни хандық билік жойылды 1822 жылы, отаршылдық дендеп енді, қазақтың бүкіл жүйесі бұзылды, дәстүрлі оның үстіне бәріне бөліп алды билей бер деген жаңағы метрополиялық саясат орнады. Абай түк істей алмайтынын білді. Абай тек қана айтты, мен мына халықтыға бағым жоқ дейді. Бұны тек қана бір албыртқан жас болмаса, немесе бағусыз дертке ұшырайын деген адам болса, мен баға алмаймын. Сөйтті, Абай не істеді? Ол ұзақ стратегияға кетті. Қандай? Ол өзінің бүкіл осы отаршылықтан құтылудың жолдарын қағазға түсіріп кетті. Өкінішке қарай біз Абайды тек қана 150 жылдығында бір мерейтойында ғана еске аламыз да, ал былай шынымен келгенде біз әлі отармыз. Соны ең үлкен проблема, біз әлі отармыз, сөзсіз бе? Оған кім кінәлі аға? Оған бұл жерде кінәлі болғанда, бұл былай, осындай бір сөз айтты ғой, мындай, яғы кезіндегі елбасы, экс-президент дейміз бе қазір, сол кісі айтты ғой, өзі жазды ма, біреу жазып берді ма, бүйтіп айтты. Қазақ халқының тарихында қазақ ұялатын ешнәрсе жоқ деді. Содан жұрттың бәрі жаңағыдай эйфориямен, бұл не деген керемет. Шынымен де отаршылдық, ол құлдық, яғни бір халықтың есін жоғалтып, бір басқа бір халықтың теліміне түсуі, бұл ұят емес, бұл қорлық, бұл масқара нәрсе. Сөзсіз бе, түсінген адамға. Сол қорлықтан, сол отаршылдықтан біз шалмай отырмыз. Неге? Өйткені ол біздің ауруын жасырған өлет дейді. Біздің отар болғанымызды айтатын, соны мойындайтын билік жоқ. Ал билікке мойындататын халықтың күші жоқ. Неге? Өйткені билік оны қазуға, көтеруге мүдделі емес. Билікке қазірге тыныштық керек. Билікке сол жаңағы орыстың аюын сылап сипап, ашуландырып алмай, күнін көріп, жаңа өзінің ғұмырын аяқтаса, өзінің ғұмырын ұзартса, басқа еш нәрсе керек жоқ. Бірақ халық өліп бара жатыр. Сондықтан мынау Украинадағы соғыс не? Украинадағы соғыс ол деколонизация. Деколонизация жүріп жатыр кәдімгідей. Ресей айтты, жоқ деді, мен жай тәуелсіздік былай алдың, бірақ де-факто менің ауқымымда боласың, шықпайсың деді. Украина жоқ деді. Мен батыс таңдадым, мен цивилизацияны таңдадым, мен ғылым мен өнерді таңдадым дегенде, онда мәсіған деп соғыс ашты. Енді қазір Украина халқы өзінің шынайы тәуелсіздік үшін күресіп жатыр. Өйткені шынайы тәуелсіздік дейді, ғалымдар айтады, ол ешқашан аспаннан келіп түсе қалмайды дейді. Шынайы тәуелсіздікке адам өзінің жаңағыдай рухани, материалдық бір жаңағыдай күреспен келеді ол дейді, сөзсіз бе? Халық сол күреске дайын болған кезде тәуелсіздік сонда ғана келеді екен. Тәуелсіздікті ұстап қалу үшін халықтың деңгейі көтерілу керек. Сондан барлық дейді, мәшһүр айтады, барлық еш нәрсеге үйретпейді дейді. Яғни біз 30 жыл бойы тек қана жаңағыдай той-тойлап өмір сүрдік қой. Неге? Өйткені мемлекет және билік сондай бір мүдделі болды. Халықтың ештеңе ойламайтындығы, халықтың мысалы қыруар қаржы сыртқа кетіп жатыр. Мысалы құбырмен мысалы миллиардтаған текше мұнай кетіп жатыр. Оның 100%-дің 2% қазаққа тиесілі екен. Сонда 98% шетелге кетіп жатыр. Ал Дубайда дейді, Дубайда араб кезінде американдар келгенде жақсы депті. Олар айтты, 25-те 75 депті американдар. 75-ін біз аламыз, 25 жоқ депті арабтар. Олай болмайды депті, келсек, керісінше депті. 25% сендер аласыңдар, 75-ін біз аламыз. Сөйтіп келісімшарт жасаған, Дубай байып шыға келді. Неге? Ал сен сол Дубайдағы шығатын мұнай дейді, Атырауда шығатын мұнай, Дубайда шығатын мұнайдан 4 есе көп екен. Қызылорда облысының деген ғой. Міне,
Сонда қарасаңыздар неге? Біздің өзіміздің малымыз өз қолымызға тимей отыр ғой. Сондықтан біз дамымай жатырмыз. Ол үшін біздің жаңағы деколонизация, біріншіден санамыз отарсыздануымыз керек. Яғни біз өмір сүре алмаймыз, қазақ ештеңе істей алмайды. Жоқ, қазақ ең талантты халық. Бірақ соның адымын ашырып, соның жағдайын жасап, соған технологиялық ұлтқа айналуына жағдай жасамайды. Өйткені жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, қазір мысалы 16 миллион халықтың кредиті жоқ, адам жоқ. Бәрі кредитта, бәрі жан бағыс. Ол жерде Абай айтады ғой, аш адамда ар, ұят болмайды, көңілі тыныш адам, көңілі тыныш емес адамда дейді. Көңілді, яғни творчество болмайды дейді Абай айтады. Көңілде алаң басылған кезде ғана творчество болады дейді. Сосын Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, барлық еш нәрсеге үйретпейді, жоқтық үйретеді дейді, жоқтық. Сонда біз қазіргі кездегі біздің мына мұнайымыз, ол біздің бағымызға емес, ол сорымызға айналып. Неге? Өйткені біз мұнай бар ел дамымай қалады екен. Мұнай бар елде коррупция болады екен. А егер мысалы Жапонияны қараңыз, оларда жоқ қой. Жоқ болғаннан кейін олардың ақылы, ойы, зейіні жұмыс істеп жатыр. Сондан олар ақылынмен өзінің бүкіл өздерін асырап, әлемді асырап, жоғары технологияға жетті. Жоқтықтың әсерін түсінесіз бе? Сондан біз қорықпауымыз керек. Анда кризиске ұшыраймыз, кризиске ұшыраймыз, депрессияға ұшыраймыз деп, соның бәріне сол жоқтықтан қорқамыз деп, біз қазір кезде ойбай ана болып қалмасын, мына болып қалмасын деп, біз жаңағыдай ішсек жаңағы асқа, киесек киімге жармай отырмыз. Бізде мынандай мәселе бар да, қазір қазақ жаңағындай қазір жұмыс жасап жатырмыз. Біз мынаны мен қашаннан бері айтып түсіндіре алмай келе жатырмын, бірақ енді Нұрсейіт бауырымыз түсінді. Рас айту керек, осы маңайда мысалы үшін біз енді Нұрсейіт Жылқышыбай дегенді мен енді естімеген едім. Бұл кісі Көңілбай дегенді естімеген. Біз жаңағы YouTube арнаға бір жігіттер шақырды, осындай сұрақ қоюға кісіге дайындалып отыр, келсеңіз деп. Келдік, екеуміз бір-бірімізге сұрақтарды, жауаптарды бәрін естіп, сол күні кетіп қалдық, екі жаққа. Кейін бұл кісі жаңа YouTube арнадан шығарды. Қарап отырмын, YouTube арнадан шығарғаннан кейін бұл кісі мені зерттей бастады. Мен бұл кісіні зерттей бастадым. Мен бір жаңағы YouTube арнада мынандай әңгімелер, сұрақтардың бәріне дайындалғанын көрініп тұрды. Бірақ оның бәрін сұрақтардың ішіндегі жаңағы бір сұрақтар бар да, ешкім маған қоймаған, ондай сұрақты ешкім еш жерде қоймаған. Сондайлардың бәріне жауап беру арқылы, сосын кейін бұл кісі осыны қайдан біледі, бұл жаңағы бір белгілі бір адамдармен, ал бұл кісі ойлапты, мынандай программа жасап жатқан адам бұл да бір жақтан біреудің бір жобасы шығар деп, екеуміз бір-бірімізді зерттеп келіп, екеуміздің артымызда тек қана Алла ғана бар. Артымызда халқымыз тұрғаннан кейін осы Аллахтың жолында достастық, Аллахтың қалауымен иншалла. Одан кейін жаңағы бір-бірімізбен араласып кеттік, солай ғой Нұреке? Халық енді біліп olsun. Бір жаңағыдай анандай Нұрсейіт сен Көңілбай сені сатып алыпты деген сияқты әңгіме айтатын көрінеді, жора жолдас, жаулары, достар деген сияқты. Бірақ біз ондай жаңа ақша мәселесінде мүлдем бір-бірімізге не істемеппіз, ақша мәселесіне. Ақша мәселесін біз достықтан төмен қойып тастаған екенбіз, анау жаққа тастағанбыз. Енді қарап отырсаңыз, осы сізбен таныстық, Аллахтың қалауымен. Бірақ сіздің осы қазақ еліне жасап жатқан жұмысыңызды біз өте жоғары бағалап, сіздің бүкіл видеороликтеріңізді көріп, сондай тәнті болып жүретінбіз. Енді Аллахтың қалауымен бүгін міне достасып, кездесіп, ертең сіздің үйге жаңағы ауызашарға бару деген біз үшін үлкен мәртебе, рас айтқанда. Алла разы болсын шақырып жатқаныңызға. Енді сіздерге бір мәселе мынандай айтқым келеді. Сіздер түсініп отырсыздар. Мысалы үшін бұны мысалы үшін қазақтың ішіндегі біраз адамдар түсінді. Оны жаңағы әншілердің ішінде де түсініп жатқандар бар. Бәрі ойлайды, жаңағы әншілер менің қасымда жүрсе, ойбай, жаңа ақша төлеп жатырмын. Жоқ, бәріміз дос болып жатырмыз. Не үшін? Осы қазақ елін дамыту үшін. Бір мәселені айтайыншы. Біз 8 сағат жұмыс жасаймыз. Осы көрермендерге арнағым келеді да, осы сұраққа сіздер қалай ойлайсыздар? Мысалы үшін 8 сағат жұмыс жасайсыз, сіз ақша табасыз, теңге. Бірақ сол теңгеңіз сіздің жаңағы үй алуға, машина алуға жетпейді. Тамақ алуға да жетпейді кейбір адамдар. Енді тамақтан артылмайды. Сонда біздің зарплатамызды жаңағы алу үшін біз 8 сағат дүниедегі ең қымбат уақытымызды жібереді екенбіз, соны ақша алады екенбіз. Вознаграждение ретінде. Бірақ сол ақшамыз жетпейтін етіп есептеп қойған. Осыны біреулер есептеп қойған дегенге сенесіздер ме? Сіздер өздеріңіз ойларыңызды білгім келеді. Екінші мәселе, біз жетпегендіктен міндетті түрде жаңағы кредит алып банкке барамыз. Банкке бару деген ол сценарий. Банкке бармасаң үй жоқ, машина жоқ, хочешь купить машину, оформляй кредит.
хочешь купить квартиру, оформляй кредит деп кредитке тығып жатыр. Енді біз кредитке кірдік. Мынау жүрген машинамыздың көшеде жүрген көбісі біздің азаматтардың бәрі бастары салбырап жүр қазір. Неге? Өйткені кредитте. Ал одан кейін жаңағы кредитке кіргеннен кейін біз бүкіл мәселенің бәрін кредитпен шешіп алсақ. Қазір мынандай да мақал жүр ғой халықтың арасында. Жаңағы президент приходит и уходит, кредит остается всегда деп ше. Соны жаңағы президенттер келеді кетеді, қарыз қалады деген сондай бір мақал мәтелдер жүр. Енді осының бәрі біздің жаңағы қазіргі уақыттағы келешекте біз тек қана жаңа енді қазір тәуелсіздікте тұрмыз ғой. Экономикалық тәуелдіміз деп тұрсыз, жаңа айтып отырсыз. Бірақ енді қазір үйіміздің документі банкте болса, банктың хозяиндары келешекте шетел азаматтары или шетелдің адамдары болатын болса, мен таңертең кешке дейін шырылдап жылайтыным осы жерше. Осы жаңа Нұрсейіттің бауырымыз сондай жаңа нені сұрақты қойғанда да сол жаққа қарай әкеп ақырын тыққыштап келеді да. Мен ең бір осы әйтпесе осы қоғарған басымызды асырайтын жігіттерміз ғой бәріміз. Сіздердің барлықтарыңыз альхамдулилля өздеріңіздің кішігірім болса да үйіміз бар, жағдайымыз бар, Құдайға шүкір, тамағымыз бар. Бірақ біздің жаңағы қазақ үшін шырылдайтынымыз осы келешектегі біздің жаңағы үйіміздің қожайыны банк болса, банктың қожайыны шетел азаматы болсыныз. Онда мен үйімнің не керегі бар? Сонда біз жаңағы тікелей тәуелді болып қаламыз ғой. Осыдан қорқамыз да, и соны болдыртпас үшін жұмыс жасаймыз. Біз енді қазір екі түрлі соғысты көріп жатырмыз. Біріншісі жаңағы мынандай қарумен соғыс, екіншісі көрінбейтін жаңағы экономикалық соғыс. Сұрақ, енді ойларыңызды жазып отырсаңыздар. Біз осы мәселеден жалпы құтылу үшін жолдар жалпы біз енді жасап жатырмыз ғой. Басқа да жолдар бар ма, әлде осы біздің жасап жатқан жобамызда сіздер өздеріңіз халықтың атынан қалай қарайсыздар? Бүгін жаңа жиналыс болды, Нұрсейіт мырза, сіз болдыңыз арасында. Жалпы енді арасында Мұхтар Шаханов атамыздың бір жақсы бір сөзі бар ғой. Бір адамның болашағы бір адамға байланысты дейді. Шындығында айтыр, бір-бірімізге дәнекер болып, себепкер болып, сондай танысып, сол ағаның араласып бүгін осы күнге жетіп отырық. Сіздің сұрағыңызға мен жауап бере кететін болсам, бұдан шығатын үлкен бізде мүмкіндік бар. Ол мүмкіндікті жаңада айттым, кезінде біз жіберіп алғанбыз. Сөзсіз Омар аға өзіңіз айтқандай, біздің генетикамыз ол сөзсіз тазалық жағы болсын, білімділік, ақыллылық жағы болсын. Мен бағанағы біздің тектілік, репрессия кезіндегі қаймақтарымыздың бәрін алып тастады, қазір сылдыр су қалды деп айта алмаймын. Оның бір генетикада жатыр бізде, мықтылар жатыр. Бірақ мықтылардың көпшілігі арландарымыз атылып, қамалатын қамалып, із-түзсіз жоғалатын жоғалып жатыр ғой. Оның шет-жағасын естіп жатырмыз, өз-өзін шіру татып жатыр деген сияқты. Бізде бұндай тетіктен шығатын, біз екі тізгін бір шылбырды қолға осы күнге дейін ұстай алмадық. Мысалға, мына Омар аға айтыңызшы, Нұреке, біз мына саладан фаворитпіз ғой, сұмдықпыз ғой біз. Орта Азияны аузымызға қаратып отыр, айта аласыз ба сіз? Әлем емес, Орта Азияны. Біз бір саланы жетік меңгерген жоқпыз ғой, міне деп айта аламын. Не бар мысалға? Мұнайымызды бұрғылау ма? Мұнайымызды бұрғылап жататын нәрсенің бәрі шетелден келіп жатыр. Ненің бәрі мысалға? Нені айта аласыз сіз? Экспорт па? Мысалға, ет өндіріс жағынан экспорт па? Ең соңында қалып отырмыз. Біздің көше бойында кетіп баратсаңыз, белорусский сельскохозяйственный товары номер 1 деп тұр. На каком основании Белоруссиядағы тауар сельскохозяйственный бізде номер 1 болады? Не біз не сонда ата-бабаларымыз мал бақпаған ба? Мысалға. Вот простой пример. Сондықтан біз 90 сөздің тобықтай түйіні, егер бір саланы қолға алып, мақұлы ауыл шаруашылығы болсын, басқасы болсын, осыны қолға алатын болсақ, біз ешкімге тәуелсіз боламыз. Әлбетте. Мықты болатын. Жоқ дегенде біз мысалға астық жағынан экспортта номер 1 бола алмай тұрмыз ғой. Қараңызшы, орыстан алып отырмыз ғой астықты. Не айтамыз енді? Әрине содан кейін өзіңіз айтқан сияқты барып амалдың жоғынан барып банктан кредит аламыз. Сонымен той жасаймыз, сонымен күн көреміз, сонымен оны төлеумен өтеміз. Нервотрепка, олар звондайды, төлей алмасын коллекторлар. Бұдан шығатын бізде қандай жол бар? Бұдан шығатын жол біздің қазіргі бірінші классқа түскен, осы 2022 жылы бірінші классқа түскен балдар дұрыс тәрбиелей білу керек. Міне, сол балдарға өздеріңіз сияқты көз ашық азаматтар бағанағы барып мастер-класс өткізу керек, бизнес жағынан, ақша табу жағынан, бірінші сыныптан бастап. Ол өтірік нәрсе емес.
мысалға, иә, оларға құлақтарына тебе бермеу керек. Сен 11-ші класс бітіргеннен кейін ұлттық бірыңғай тестқа түсе алмасаң, өте алмасаң, әскерге кетесің, үйтесің, бүйтесің, жағдайың болмайды. Сен сабақ жақсылап оқысаң, айлыққа жұмысқа кірсең, күніңді көресің деп отыра бермеу керек. Әр баланың өзінің деңгейіне байланысты тәрбиелеу керек. Балдарға рух беру керек. Отансүйгіштікке тәрбиелеу керек. Бизнеске 1-ші сыныптан бастап тәрбиелеу керек. Дұрыс қой, иә? Үйіндегі жоқ дегенде анау 3 тауының 2 жұмыртқасын магазинге өткізіп бала нанын табу керек. Ташкы сүйруден арланбау керек. Өзімізді сүйредік қой кезінде. Дұрыс па? Сол кезде біз ана балдарды тәрбиелей алсақ, сол 1-ші классқа баратын балдарды, біздің болашағымыз жарқын болады. Иә, оларға түсіндіру керек. Сен ертең кредитке тәуелді болма. Иә, әке-шешеңнің бағанағы кредитін сен төлесең де сен одан алма, тәуелсіз бол деп. Сонда ғана біз жетістікке жетеміз. Мынау Мұхтар Шағановтың бір поэмасы бар. Бір қарт шопан дейді. Таудың төбенің басына тұрса, бір жағы ешкі, теке, серке дейді, шыңғырап жатыр дейді. Оны барып қараса, жаңағыдай бір жас шопан дейді, бір ешкіні, ана енді серкелер жол бастайды ғой, сол серкені кәдімгідей жығып салып ұрып жатыр дейді. Сөйтсе анау таудың су ағысынан серке айдасы өтпейді, серке өтпейді, қойлар өтпейді дейді. Сосын шопан келіп айғайлайды дейді, ой оңбаған малдың қадірін білмейтін. Сен өзің қорқып тұрған судан серке қалай өтеді деп айтты дейді. Соны шекпен шешіп тастап өзі судан өте шықты дейді. Жаңағы қарт шопан. Артынан серке өтті, серкенің соңынан қой өтті. Сол сияқты біз бәрін ұрпақ жақсы. Ұрпақ, бірақ біз өзіміз қазір осы тарихи шешімге бара алмасақ, өзіміз жаңағы жанкештілік танытып, осы шынайы тәуелсіздікке қол жеткізбесек, біздің ұрпағымыз да бұдан өте алмай қалады. Соны біз жасауымыз керек бұны. Яғни, әрбір ұрпақтың өзінің мойнына артқан бір жүгі болады екен. Тарихи жүгі болады екен де. Сондықтан біз оны ысырмауымыз керек. Біз мысалы ағаларымыз енді біз енді совет үкіметінде өмір сүрдік қой, енді қалған жастар істейді ғой деп бізге сұрады. Біз артымызда келе жатқан ұрпаққа сырсақ мысалы. Ешқашанда біздің жағдайымыз түзелмейді. Сондықтан біз қазіргі кезде Смағұл Садуақасовтың айтқан сөзі бар. Өткенге дейді ашық көзбен, бүгінгі сергек көзбен қарау керек дейді. Біз сергек болуымыз керек. Сергек дегенде ұйқыдан оянуымыз керек. Ұйқы деген не? Мына бәр жағдай жақсарады. Өзі қазақ айтады ғой, әлгі жағдайыңыз енді жақсы болады, енді күтіп жүрміз, жақсарады. Үмітші шайтан деген сияқты әңгіме айтады. Немесе жаңағыдай енді Құдайға тапсырып қойдым енді. Құдайға тапсырдым деп айтады. Бұның бәрі жаңағы инфантильность дейді ғылымда. Дамымаған елдің тірлігі да ешқашанда ешкім ештеңе бізге бермейді. Алла тағала айтып отыр, әл-харакат уәл-баракат дейді. Біз өзіміз харекет етуіміз керек. Сондықтан бұл жердегі біз мәселе мысалы осында бизнеспен айналысатын жігіттер көп, бірақ халықтың қамын ойлап, халықты мынау ипотекадан, кредиттен қалай құтқарам деп жүрген бизнесмендер жоқ. Басына ұрды. Неге? Өйткені Абай айтады осы жерде. Құдайдың жолы деген қандай жол дейді? Ол ниһаятсыз жол дейді, яғни шексіз жол дейді. Ол жолға түсу үшін дейді, Құдай кім қадам басты, сол мұсылман болып есептеді. Ол кім дегенде, яғни я малыңнан, я ақылыңнан, біреуге пайдам тигізейін деп айналыссаң ғана Құдайдың жолына түсесің дейді. Міне сондықтан жаңағы айтып отырғаныңыз өте дұрыс. Сонда бізге Құдайдың жолында жүрген мұсылмандар, яғни Құдайдың жолына түскісі келіп, мұсылман болғысы келген адамдар, яғни солай тәрбиелеуіміз керек. Ол қарапайым аула сыпырушыдан бастап президентке дейін халықтың қамын ойлайтын болса, сонда ғана біз бұл жаңағы қанша жерден бізді әлемдік алпауыттар шырмап матап тастасын, біз оны жаңағы акулалар сияқты бұзып шығамыз ол торды. Бірақ бұл жердегі ең басты мәселе не? Халықтың қамын ойлайтын азаматтарды біз тәрбиелеуіміз керек. Өзімізді сол жолда тайынбауымыз керек. Яғни айтарын айтып өткен алаңдамай қайран Мұхаммедтер, Абайлар деп Мұқағали айтады ғой. Мұқағалидың өзі совет үкіметі кезінде мен айтарымды айта алмай отырмын дейді. Неге? Өйткені Мұқағали айтады, Мұхаммедтерге мен қызығам дейді. Неге? Айтарын айтып өткен дейді. Совет үкіметі қысып жерді Мұқағалиларды. Сонда айтарын айтып өткен дейді, алаңдамай. Қайран Абайлар ай, Махаңдар ай дейді. Сонда қазір біз айтуымыз керек. Неге? Өйткені біз ойлаймыз, мысалы, біз айтсақ өліп қаламыз, бізді соттап жүреді, немесе жаңағыдай біз жаңағыдай ұшырап кетеміз. Жоқ, мәшһүр айтады, бүйдейді.
халықтың өзінің қорғаныс механизмдері бар екен. Машһүр айтады, өлушінің дейді күні жетпей, өлтірушінің қолы жетпейді дейді. Біздің қазіргі кездегі жаңағыдай үрей, қорқыныш, бұның бәрін мынау саяси технология ретінде жаңағы өте шебер пайдаланады. Жаңағы үрей, қорқыныш, халықты үреймен ұстау. Қорқыныш, мысалы, мына Құранда айтады, шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады дейді. Аштан өліп қалсын деп қорқытады дейді. Сондықтан біз қорқамыз, кедей болып қаламыз, өліп қаламыз. Сондан үндемей жүре берейін, кредитім бар ғой. Ал енді сен кредиттасың, ертең сенің балаң кредитті. Бұл тұйық шеңберді кім үзеді? Сонда біз үзуіміз керек, қорықпауымыз керек. Мысалы, жаңағы біздің бабаларымыз, біз қазіргі кезде айтып отырмыз ғой, біз экономиканы бірінші орынға қойып отырмыз да, біздің ең үлкен қателігіміз сол. Неге? Өйткені экономиканы жасау үшін халыққа рух керек. Рухы бар адам ғана экономиканы жасайды. Рухы бар адам ғана отаршылдықты жаңағыдай қамбытын сыпырады. Рухы бар адам ғана қасқайып, әдесе мәдеп, Путин болсын, жаңағы Синзимин болсын деп, сенді Құдайдың жаратқан пендесі, мен де пендесі, менің қай жерің артық сенің? Мен халқымды құлдықтан құтқармаймын, мен көрге кірмеймін. Немесе Әлихан Бөкен сияқты қараның ханда хақысы бар, халыққа қызмет етпей қоймаймын деген басшылар керек бізге. А ол басшыларды саған ешкім әкеп бермейді. Басшылардың несі жоқ, экспорты жоқ. Өзіміз дайындамыз. Әлбетте. Біз өзіміз, халық соны тудыру керек. Халық, ол үшін біздің жаңағыдай ең бастысы өлімнен қорықпауымыз керек. Неге? Өйткені ажалды ерге бір өлім дейді ғой, өзектерге бір өлім дейді. Сонда Шалгиз жырау айтады ғой, қазақ бұрын неге мықты болған дегенде, қазақтың технологиясы болған жоқ. Бірақ сол мұздай қаруланған орыстың зембірегіне қазақтар жалаңаш найзамен шапқанда орыстар таңғалған. Не деген халық бұл? Бұл сыры не деген бас қатқан? Сөйтсе, оның сыры дүниетанымды екен ғой. Соны Шалгиз айтады ғой, жалаңаш барып жауға тиді, Тәңір өзі біледі, ажалымыз қайдан тұр дейді. Біз қорқамыз, өліп қаламыз деп. Өлмейсің, неге? Бұрын қазақ айтқан, өлім ол сенің қолындағы нәрсе емес. Міне осыны егер әрбір қазақ осыны шешіп алса өзі үшін, оның мүмкіндіктері ашылады. Ол ешкімнен қорықпайтын болады. Өлім ол Алланың қолында. Біздің қолымызда емес. Абай айтады ғой, тап басы төбеңнен ұрса дағы, Тәңір өзі алып шығар қорғарында дейді. Сондай бір енді рационалды түсіндіріп болмайтын қазақтың ғажайып дүниетанымын біз жоғалтып отырмыз ғой. Бізді қорқытады, өліп қаласың. Біз 31 жылы қырылып қалдық, 5 миллион халқынан айырылып қалдық. 36 жылы атып тастады. Халықтың жаңағы дүниетанымын жоғалтып, халықтың ішіне үрей кірді. Басай береді. Кішкентай кезімізде бізге айтты, тыныш жүр, сөйлеме, ұшырап кетесің, тек жүрсең тоқ жүресің, домаланып көп жүресің. Не керек ол домаланып көп жүрген? Халқың кедей болса, ипотекадан көзімізді ашпасақ, мысалы, не керек ондай? Сонда қазақ айтады ғой, не дейді, еріксіз түскен ылдидан еркіңмен шығар өр артық дейді. Еріксіз зерлеп өмір сүргеннен көсіліп жатыр көр артық дейді. Вабанкке бару керек. Украина вабанкке барды. Жеңіп шығады. Неге? Қытайлар айтады, рухқа қылыш өтпейді дейді. Жаңағы сіз айтып отқан экономикалық проблемалардың бәрін тек қана рух шешеді. Тіпті сіз айтайын, рух деген не дегенде шәкірамайды, рух деген дінсіз таза ақыл дейді. Діннің өзін орнына қоятын рух екен ғой. Өйткені рух жаратылғанда әлі дін болмаған екен. Әуелі Алла тағала әуелі рухты жараттым, одан кейін сол рухтан қалған нәрсені жараттым дейді. Сонда бізде қазіргі кезде сол рух, ал рух деген не дегенде шәкірамайды, рух деген дінсіз таза ақыл дейді. Тап-таза ақыл кәдімгі. Мінсіздің іші шын мақұл. Сонда біз қазіргі кезде сол рухтың не екенін түсіне алмай, біз жаңағыдай тәнімізге 70-80 жыл өмір сүріп, ертең шіріп құмырсқаға жем болатын тәнімізге құл болып, сол Құдай берген рухымызды жарқыратып көрсете алмай құл болып отырмыз да, рух еркіндікке шықпай, экономикалық еркіндікке жете алмаймыз біз. Қысқасы сол. Мына жерде мынандай мәселе бар да, біреулер айтады, балам сен жақсы оқы дейді. Жақсы оқысаң, жақсы жерде жұмыс жасайсың. Жақсы жерде жұмыс жасасаң, сенде пенсионный фонд жүреді. Содан кейін сен жақсы жалақы алып пенсионный фондын жүрсе, сен кредит аласың да, сонымен кейін өзінің күнді өзің көріп кетесің. Біз өзіміз құлдық санада тұрып алып, қазір өзімізден кейінгі ұрпақты құлдыққа дайындап жатыр. Дайындап жатырмыз. Осыны біз білдікті, осының енді цепочкасын бұзатын кез келген екен да. Келді. Енді біз өмір сүруге келдік қой, біз бұл дүниеге ақша тауып кредит төлеуге келген жоқпыз. Біз бұл дүниеге өмір сүруге келдік. Еркін өмір сүруге келдік. Енді Аллах тағала біздің жерімізді берді. Қазір өзі мына жағын шет-шетін қиып тастаған өзінде
Аллахтың қалауымен 9-шы орындағы жер көлемінде. Байлық мәселесі сонсын, жаңа Нұрекең айтып отыр, біз жаңағы уранның өзінен бірінші орында тұрмыз. 18 миллион ақ, енді одан да аспай жатырмыз, 20 миллион дейміз жаңа, халқымыз бар. Осыған бір-бір үй салып тастайтын кез келді ғой, сол былайша айтқан кезде. Енді осының ішінде жаңа Нұрсейіт бауырымыз айтып отыр, неге біз зиялы қауымды, мысалы үшін, оның ішінде мұғалімдерді, оның ішінде жаңағы заң қызметкерлерін, оның ішінде жаңағы медицина саласында қызметкерлерді, ең құрғанда соларға бір-бір үй алып берейік те дейді ғой. Бір-бір үй алып берейік те жаңағындай. Зарға қақсатпай, дұрыс қой? Бір-бір үй алып берейік. Жаңағы пайызсыз жаңағы машина берейік. Мысалы үшін утилизационный сбордың өзін қазір біраз жігіттер көтеріп жүр. Утилизационный сбор деген негізі мақсаты не? Мысалы үшін сіздің машина алуыңыз керек. Машинаңызды 5 жылдан кейін сіз ары қарай жүруге құқығыңыз жоқ. Мына утилизационный сборға әкеліп өткізуіңіз керек. Утилизационный сбор сіз үшін 30%-ын төлеп беру керек ана жаққа барып. Сөйтіп ар жақтан жаңағы айтайық, Аманат-Трайп сияқты компаниядан барып 30%-ын төледіңіз, 70%-ын солар төлеп береді, қалған 5 жыл бойы пайызсыз төлеп тастайсыз. Төлеп тастадыңыз ба, келесі жыл 5 жылдан кейін, әрі келсе 7 жылдан кейін машинаны қайтадан әкеліп өткізесіз. Сіз үшін тағы алғашқы жарнасын төлеп береді. Немесе мемлекетке төлеп бересіз, немесе басқа қаржы мекемесіне. Осылай жұмыс жасатуға болады ғой дейміз да. Неге істемеске де? Мысалға бір ғана мысал айтайын Омар аға. Енді шыны керек, мен өзім ешқандай мемлекеттік арнада тіркеуде болмағаннан кейін, мемлекеттік арнада жұмыс жасаған емеспін өзім. Хабар ұлттық арна 24-і бар. Жұмыс жасамағаннан кейін бағанағы сіз айтпақшы не жүрмегеннен кейін пенсионный фонд кредит бермейді екен. Мәшіне, не үй болмайды екен маған беруге. Ол күшті болды. Жақсы болды. Иә. Мен негізі өзім шыны керек бір жетісіп жүрген журналистер аз ғой қазір. Жағдайлар сұмдық, масқара болып. Иә. Сонымен осы күнге дейін бір баспана алмадым, басыма. Жұртқа айтыр шамам келгенше бір 3 жылдың ішінде 10-15 үй алып беруге алтын көпір болған екен. Сонымен не істеймін енді, бір баспана керек екен, пәтер керек екен. Сонымен амал жоқ, банкқа барсам, банк айтады, сізде одобрение бермейміз, қақта үйді армандамаңыз дейді. Сонымен ойладым, неліктен осы бір Көңілбай ағамыздың мотивациясын ылғи тыңдап жүріп қой, барып, неге үй алмасқа деп. Сонымен былтыр бағанағы ешқандай бұл кісі бір жарнамаға тәуелді емес, мен әңгіме болғанын айтып жатырмын. Былтыр барып кезекке тұрып, Аллаға шүкір биыл 3 бөлмелі үйдің кілтін алдым. Бәрекелді, құтты болсын. Сонымен маған да қызық болды өзіме де. Енді бұл кісі аға буын, мен аға дос, дос болып араласқаннан кейін бағанағы 10 жылға төлейтін жарнасын қарадым. Қанша төлеймін мен ақша? Сонымен калькуляторға енді бізде енді қараймыз ғой енді. Калькуляторға нетсем, ай сайын 120 мың теңгеден төлейді екен. Айына 120 мың. 10 жыл төлейді екен. Тура сол сума шығып. Пайызсыз. Мен шынымен де қуандым расында. Ал атын айтпай қойын, жалпы елімізде екінші деңгейлі банк арқылы сон алатын болсам, 210-220 мың теңге төлейді екенбіз. Мысалға. Көрдіңіз ба? Ол енді бір әркімнің өзінің әйтеуір пұшпағын илеуге шамасы келеді ғой, бірақ мүмкіндік. Сондай мүмкіндікті жалпы сыйладыңыз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, елімізде кәсіпкер азаматтардың осы күнге дейін біреуін көрген жоқпын. Ей, кредит алма, бағанағыдай. Ей, кредит алсаң да төлейтіндей кредит ал, шамаң жететіндей. Ертең коллекторлар қаныңыз ішіп жүрмесін. Өткенде де көріп отырық қой, бір-бірін атып қырылыс болып жатыр. Жалпы шамаң келсе кредитсіз өмір сүр деп бір айтып жатқан расында кәсіпкерлер жоқ. Бұл кісінің сол тұсын сізде бізде көріп, яғни сыйласып жүрміз. Енді азаматтық көрініс қой бұл. Енді бұл жерде мындай мәселе бар. Жалпы мынау қазақта мындай сөз бар. Өзегің талмай арымайсың дейді. Өзінен шықпай жарымайсың дейді. Біз қазіргі кезде мынау бір сырт күштер жасап берген банкылық жүйенің құрбанымыз. Заложник дейді ғой. Соның тұтқынымыз біз, сөзсіз бе? Сонда мына Көңілбай бауырымыз, енді біз білмейміз ғой. Мысалы, мен әдебиет саласындағы адаммын, философия саласында, мен білмеймін бұл жақты. Сіз өзіңіздің журналистика саласында жүресіз. Бұл кісі соның ішінде жүргеннен кейін бұның сырын біліп қойды да. Осы бізді неге тұтқын қылып отырған жүйенің. Сонда шығудың жолын қарастырып жатыр да бұл кісі. Сонда мен өзім ойлаймын, мынау
Құдай тағала бізге ақыл берген. Шәкәрім айтады, ақыл деп отыр, рух деген не таза ақыл екен, сатылмайтын ештеңеге. Сол Шәкәрім айтады, ақыл құсы адаспай аспандаса, әлемде нәрсе болмас одан таса. Жеті қат көк жерден оңай басқыш болып, ғарышқа қол жетеді қармалса дейді. Сонда қараңыз, Илон Масктар ғарыш мәселелерімен айналысып отыр ғой. Жаңа ақылын еркіндікке жібергеннен кейін. Біз баспана мәселесін шеше алмай отырмыз. Сіз ойлаңыз, кредит мәселесін шеше алмай отырмыз. Осының бәрінде не жатыр дегенде, Илон Маск ол жаңағы ақшаға құмар емес. Ол ақшаға махаббат жоқ. Ол ғылым білімге құмар. Сонда Абайдың жаңағы айтып отырған сол, қашан бір бала ғылым білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның атадан болады дейді. Біз қазіргі кездегі мынау бар жоғы 20 миллион қазақты асыра алмай отырмыз. Осынша байлықпен. Бір Шанхайда 25 миллион халық тұрады. Шанхай дамып кеткен сондай, тәуелсіздік сұрап жатыр, жеке шығамыз дейді. Тайваньды айтыңыз. Сонда қараңыз, неден? Сонда біз бұның бәрі не деген? Бұның бәрі анау халықты баға алмай отырмыз біз. Сөз ба? Халық бағу деген не? Мысалы, шыбық бар ғой. Сіз шыбықты барып егесіз, сортаң жерге ексеңіз шыбық шықпайды. Құнарлы жерге егесіз, оны әктейсіз, құрттайсыз. Күннің көзі су керек, жел су керек. Сол шыбық шынарға айналады. Соны бағбан дейді. Халықты сондай, сөз, оны бағу керек. Ол үшін жүрегіне аттың басында шер байланған халықтың қамын ойлайтын азаматтар керек. Биліктің басына келу керек. Өйткені қазақ айтады, қараңыздар. Біз айтамыз, астынан түзетеміз дейді. Қазақ айтады, балық басынан шірейді дейді. Балық басынан сасиды дейді. Жаман аяғынан сасиды. Балық басынан сасиды дейді. Сөзсіз бе? Балық басынан сасиды. Балықтың басы сасық болса не болады? Бүкіл дене сасиды. Біз бәріміз сасып кеттік. Неге? Өйткені балықтың басы сасып тұр. Сол балықтың басы сасымау үшін сасымайтын, асыл, айнымайтын басшылар келу керек. Оны кім әкелдіреді? Біздің ниетіміз түзелсе, басшылар келеді. Біз қорқақ болмасақ, күнде өлеміз деп. Айтты ғана Гордон, Ресейге айтты. Путиннің билікке келуіне сендер де кінәлісіңдер. Неге? Сендердің үнсіздіктерінің кесірінен Путин сияқты адамдар билік басына келді. Орыстар айтып жатыр, біздің кінәміз жоқ, Путин бөлек, біз бөлек, жоқ деді. Әрбір үндемеген адам кінәлі деді. Абай айтады, адамды замана өстіреді. Бір адам жаман болса, замандасын бәрі виноват дейді. Егер біз осылай қорқақ бола берсек, осы жүйе ешқашан жойылмайды. Олар біздің қорқақ екенімізді біледі. Өзіміздің жаңағы жалтақ екенімізді, үрей бар екендігін біледі. Сонда қорқақ пен үрейді ұстап, өзінің дегенін істеп, жаңағы сасық денелерін асырап, өзінің ғұмырын өткізеді. Біз халық ешқашан мұқтаждықтан құтылмайды. Қашан біз басымызды жерден көтеріп, көкке қарамайынша қорықпау керек. Неге? Өйткені біз кешегі бүкіл әлемде тітіренткен ғұндардың ұрпағымыз, кешегі Аттиланың ұрпағымыз. Неге біз қорқамыз? Азыр сен қартайып, құлдықта да өлесің, жастайда өліп кетесің, бірақ өлім өзі. Міне сондықтан біз қазіргі кездегі біздің Құранда айтады, басшыларыңды өзгертемде әуре болмаңдар. Маған деген ниеттеріңді өзгертіңдер, басшылардың мен өзгертем дейді. Мен ойлайтын, қалай Құдай тағала өзгертеді? Сөйтсем, барлығы алақандағыдай Литвада парақор жаман басшы келу мүмкін емес екен. Неге? Халықтың деңгейі жоғары. Бір күнде тұрғызбайды оны. Немесе, мысалы, мен мұндай мысал айтам, мысалы, бір класс, біздің класс болды ғой енді. Класста ылғи, мақау, жаңағыдай ұқпайтын балалар жиналса, ол классқа келіп, сантехник, физрук, әдебиеттен сабақ бере береді. Солай ғой. Ал егер сол класста отырған балалар, сен атайын, мен тұр, шетінен тайдың тасындай болса, топас, надан мұғалімді көткетеуіп бірақ қуып шығады. Бір күн отырғызбайды. Неге? Өйткені деңгей жоғары класстың. Деңгей жоғары классқа, деңгей жоғары мұғалім керек. Сондан әр халық өзіне лайықты патша берем дейді. Мен өзім ойлаймын, сол Алла тағала Құранның өзі рас, сөзі рас деп Абай айтты ғой. Сондан біз қазір ниетімізді түзетуіміз керек. Біз қазір кезде мысалы патшаға қарсы шықпа, әділетсізге қарсы шықпа деп бізді үйретеді. Ол дұрыс емес. Неге? Өйткені оқыған имамдар айтады. Мынау жихад дейді ғой. Жихадтың ең дейді абзалы әділетсіз патшаның әділетсіздің бетіне айту дейді. Ең абзалы дейді жихадтың.
ең абзал. Ең абзал дейді. Жихад дегеніміз күрес қой енді. Жихад дегеніміз осыдан шығады. Күрес міндетті түрде соғыс емес ол. Жихад жаңағы кішкентай жихад сағира дейді, жихад кабир дейді. Үлкен соғыс. Ол өзінің нәпсімен күрес. Сен үлкен жихад екен ғой, нәпсімен күрес. Біздің осы нәпсіміз жеңе алмағаннан кейін, сонда машһүр айтады, жасқанған қорған емес, жағаласқан қорған дейді. Жасқанған. Біз жасқан нәпсі қорқақ, үрейшіл, өліп қаласың. Сонда айтады, машһүр айтады, ол адам дейді, өзінің нәпсісімен жағаласпай дейді, ол жеңіске жетпейді дейді. Ол ана орыстың жағасынан ал деп отқан жоқ, Қытайдың жағасынан ал деп отқан жоқ. Сен өзіңнің жағыңнан ал деп отыр. Сен нәпсімен күрес деп отыр. Өзекте ерге бір өлім. Жаңағы соғысып та өлуге болады нәпсіңмен. Немесе жаңағы сасық көрпенің астында да өліп қалуға болады. Бізде қазір енді мына эфиріміздің жалпы негізі бүгін өте қызық. Омар Жәлел ағамызды тыңдасақ, таңертең кешке дейін тыңдай беруге дайынбыз. Ең бастысы қазіргі уақытта мына бізде қандай да бір мемлекетті аздыру үшін дейді, қандай да бір елді аздыру үшін, сол елдің зиялы қауымын өзіне күлкі қылсан, сол азат дейді. Енді біз, Құдай сақтасын, зиялы қауымдарымызды жоғалтып алмайық. Ағаларымызды алдымызда келе жатқан жол көрсететін, сіздерді сыйлай білетін, сіздерді сыйлата білетін, сіздерді тани білетін осы жас ұрпақ, олардың жүрегін ешкім алмастыра алмайды. Әрине мен сіз Түркияға кетіп қалды деген кезде мен өзім ішімнен қынжылдым. Ой, осы ағамыздан айырылып қалдық па деп. Енді қарасам, сіз Түркияға барып оқып келіпсіз. Бізге басқаша әңгіме айтады адамдар. Ойбай, ол кісі Түркияға кетіп қалды. Енді қарап отырсақ, сіздің айтып отқан сөздеріңізді жаңағы кеше мысалы үшін қыз бала тәрбиесі туралы мен өткенде сізбен не істедім ғой, қызым отырды қасымда, көрдіңіз ғой. Мен айттым, қызым мен тауарым дедім. Мен бұны жоғары бағада, мен жаңағы жоғары деңгейде өзіне сай келетін, өзіне тең келетін, және де өзінен асып түсетін ойлау деңгейінде, адам деңгейінде өткізуім керек. Мен қызымнан құтыла алмағандықтан емес, мен қызымның болашағының қадіріне жеткендіктен. Осы мәселені өткенде сізде бұрып жүрді адамды қаласыз. Мен мысалы үшін сізге қызым отқанда айттым ғой, өткенде қызым айттым, қызым мен сені жоғары деңгейде жаңа бағалаймын, құның жоқ, бірақ мен сені өзіңнің теңіңді, және де сенің өзін теңестіретін, және өзінен аса ойлайтын адамға тұрмысқа шығарып өткізу менің парызым. Бірақ енді өткізе алмай қалсам, Құдай сақтасын, онда менің қателігім. Әлбетте. Сондықтан соны сіз өткенде айтып едіңіз, мына есерсоқтар соны біраз жерге апарып тастады. Мен оны кейін байқадым. Бірақ енді сіздің айтқаныңызға біз зиялы қауым ретінде сізден айтқан, және де сіз айтып тұрған жоқсыз, сіз оны абаймен, қазақтың бұрынғы несімен, тарихымен, қазақтың бұрынғы салт дәстүрімен сабақтастырып әкеліп отырсыз. Әрине бізге қазір мысалы үшін қазақтың бір нәрсесін айтса, қарсы шығатын адамдар табылады. Бірақ сіздің айтуыңыз бойынша мен қаншағы мен оққан Нұреке, бұл кісі айтады ғой, қазақтың несімен. Қазақ қалт айтпаған екен ғой. Әр нәрсенің бәрін дұрыс айтқан. Және де жаңағы Құранмен де, адамгершіліктен ешқандай жаңағы неден шығып кетпеген. Турасын айтқан. Біз просто оны ұмытып қалғанбыз. Осыны еске салып жүргеніңізге аға рахмет, Алла разы болсын. Бізде мына қанша жасап жатыр ғой, жаңа сіздің сөзіңізде мен өзім қанаттанып отырмын. Жасап, жаңағы жасайтын ойларымызды ұштап, осындай жерлерде осылай басу керек екен ғой деп, біраз жаңағы энергия алып отырмыз, қуатпен. Енді осындай сіздер сияқты біздің арамызда абыз, осындай жол көрсететін, осындай идеологияны сараптап отыратын бір сарапшы, сыншы, жол көрсетіп отыратын ағаларымыз болуға тиісті. Сондықтан бүгіннен бастап осы ағалардың қатарында, өзімнің жақсы көретін ағаларым қатарында сізбен бірге осыдан кейін де сыйласып, Нұрсейіт бауырымызға рахмет, сізбен бізді таныстырды, Аллахтың ризашылығы үшін. Міне қаншама адамдармен Нұрекең өзі, Нұрсейіт бауырымызға өзі негізі адам өзіне жобалас адамдармен жаңағы теңесе бастайды екен. Өзі соған қарай ұмтылады екен. Қандай адамды жаңа притягивает себе подобных дейді ғой, жаңа энергетикалық поляда өзінің жаңағы нұрын шашу арқылы сол өзіне келетін адамдар. Сондықтан міне Нұрсейіт бауырымыздың жан-жағында әр кәсіпкерді қарайықшы. Қарапайым кәсіпкер. Кеше мысалы үшін бір әйел кісі өзінің шындығын айтып отыр. Бірақ оны жұрттың бәрі жақсы көріп кетті. Неге? Өйткені ол шындығын жасырмай айтқан үшін.
Ал ондай шындықты шығара алмайтын журналистер қаншама қазір. Бәрі жаңағы бір нәрсе. Әйтеуір жаңағындай шоуда жүріп, жаңағындай керемет бір шыншыл болып жүрген журналистердің өзіне үлкен салмақты ауыр теманы алып келсең, олар қорытып оны шығара алмайды. Неге? Өйткені олар жалтақ. Сондықтан жалтақ болмаған үшін, осындай қазақ елінде қызмет жасап жүрген үшін Нұрсейітті қазір халық сыйлап жатыр. Жақсы көреді. Жақсы көріп жатыр. Сіздің де жаңағы өзіңіздің орныңыз өте жоғары, жаңағы қазақтың абаймен, қазақтың салт дәстүрімен және де бүкіл әлемдік деңгейдегі үлкен ғұламалардың сөздерімен сабақтастырып әкеп жатып, жаңа бізге тәрбие беріп жатсыз. Осы жобаңыздан, осы ісіңізден сізді Аллах тағала айырмасын. Сізді біз құрметтейміз, сізді біз сыйлаймыз. Нұрсейіт бауырымызды да ел танып сыйлап жатыр. Мына қазіргі таңда, мысалы үшін мен кеше мысалы үшін неге жолға шықтым, жолда ГАИ тоқтатып, жаңа бір кішігірім қателіктер жасап қойған екен, мен де әрине ол көп емес, соны тоқтатып жаңа жігіттер амандасып, ой жаңа деп мен танып сөйтіп жіберіп жатыр. Алла разы болсын дейміз. Ал енді былай қарасақ, самолетқа мінсек, самолетте танып жатыр. Пойызға мінсек, пойызда танып жатыр. Көшеде халық танып отыр. Сонда мен жай сұрай саламын ба, сіз бізді қаяқтан танысыз? Ой, анау Нұрсейіт бауырымыздан көрдік деп. Мана апамыз келіп, Нұрсейіт екеуміз тұрсақ, ой, сендер де міне Нұрсейіт сені іздеп жүріп, міне Көңілбайды таптым деп жатыр. Алла разы болсын. Міне бәрімізді бір-бірімізді осылай қазақтың дамытып, осылай жасай берейік. Жаңағы бір мына құрметті көрермен, негізі кредит мәселесіне айта кететін болсақ, жалпы негізі мен бір мысал айтайын. Мен анам сварщик болып жұмыс жасаған. Әкеміз қайтыс болғаннан кейін. Одан кейін сварщиктерді, әйелдерді алып тастап, ойбай құрту керек көзін. Олар жаңағы бүйте алмайды, сөйте алмайды дегеннен кейін әйел адам сварщик болып жүргеннен кейін кран шақырады, металдарды аударып не істеу үшін. Сол кранға, техникаға эконом болу үшін жастарды алады, олар өздері істей береді, әйел адамдар істей алмаған нәрсені. Сондықтан ол электриктің оқуын оқып, шахтаға электрик болып кеттім. Қайтпай жұмыс жасады да. Содан жаңа бір күні анам кредит алады, мына бізде Жезқазған қаласында Қазақмыста істейтін адамға 5-6 кредит бере береді ғой жаңа. Бір апайларымыз бар, айналайын мен 60 мың, 70 мың жаңағы не аламын дейді, пенсия аламын дейді. Бірақ 100 мың теңге, 120 мың теңге кредит төлеймін дейді. Сол сияқты жаңағы өзінің шама шарқынан тыс кредит алып қойған адамдар көп қой. Мен анам да жаңа 5-6 кредит алып қойды, сосын мен жылдың соңында келіп айтамын анама, осыдан кредит жауып тастасам келешекте алмайсың ба? Жоқ, алмаймын дейді. Содан тағы да алып қояды анам. Сөйтіп жаңа қарап отырсам жаңа тегін ақша сияқты да, аналар да күнде звондап ал деп тұрады. Ақша күліп кіреді дейді ғой. Иә. Мен соны бір мәселе байқадым. Анам бір күні жаңа бізде Қазақмыста істейтіндер біледі, 6 күні жаңағы айдың басында айлық алады. Сол кезде айлық алған кезде бәрі кредит төлейді. Бәрі мықты, жақсы, добросовестный плательщик банкке. Өйткені оған келесі жолы кредит керек. Сондықтан амал жоқ төлейді. Мен анам да соны кредит төлейтін кезде жаңағы өзі кешігіп қалады ғой. Кешігіп қалғанда жаңағы уақыты бар, бірақ просто ертең барып төлеймін, арғы күні барып төлеймін деп жүреді де, соз болады. Бірақ әлі уақыты бар. Содан бір күн жаңағы түнде үйге қайтып келген кезде анамды екі жігіт жаңағы бопсалап ұрып, жаңағы бұрыштан тонамақшы болады ғой. Сумкасын тартады. Анам жаңағы жерге жығып алып екеуі тепкілеп жатыр. Енді үлкен кісі ол кісі. Содан сумканы тартады. Сумканы жаңағы құшақтап астына тығып алған. Сөйтсе жаңа анам айтып жатыр дейді. Мына ақшаны кеше кредит төлеп соң керек. Мыналар енді тартып кетсе кредиттің просрочка болатын еді деп жаңа анам жаңағы. Сонда мен жаңағы кейін жаңағы бір таңғалған, мен анамыз қарулы адам да, үйістіп таяқ жеп жата берем бе, мына кредиттің ақшасын мына бәлелер алып кететін болды ғой деп атып біреуін бір ұрады ғой жаңа. Ол жігіт орнында қалады. Екіншісіне бүйтіп қалғанда екіншісі қаша жөнеледі, содан жаңа сумканы алып үйге қашып кетті жаңа. Бет аузы бәрі қанған. Жаңа екінім жаңа іздеп кетті, жаңағы оңбағандарды енді әрине тапқан жоқпыз ғой. Бірақ мен андай логиканы таптым да сол кезде. Анам денсаулығын ойлап жатқан жоқ. Оны өлтіріп кетеді, почкасын жаңа жарып кетеді, ондай ойлап жатқан жоқ. Ол ойлап жатыр, мына байғұстар мен кредит төлейтін ақшамды алып кететін болды. Мына айдың кредиті просрочка болып қалады. Көрдіңіз бе, қандай деңгейге жетіп қалды сонда? Содан мен жаңағы мына өзім бизнесте жүрген адам, өз күнімізді өзіміз көріп жүрген адам, бірақ анамыз жаңағындай қарапайым жұмыста, сол жұмыста жүріп жаңағындай ойлап кеткен. Сондай адамдар қазір көп. Міне тоқ етерін айта келгенде, осы жаңағы мына бүгінгі тақырыбымыз жалпы негізі әлемдік даму, мына бүкіл әлем дамып жатыр, метаселение өтіп жатыр. Одан кейін мына жаңағы виртуалды өмірге, одан кейін бүгінгі жаңағы қазақтың жаңағы бір-біріне деген жаңағы қарым-қатынасы, және де біздің мына қаржы саласындағы сауатымыз бар ма жоқ па енді білмеймін,
бірақ біз қазір бәрін зерттеп білдік, шығатын жолды таптық деп ойлаймын. Осы төңіректе бір ой түйіндеп бүгінгі көрермендерге айтатын ақыл кеңестеріңіз болса. Керемет. Енді аузы күйген үрлеп ішеді дейді ғой. Аузымыз күйіп, жай ғана күйген жоқ біздің аузымыз. Жалпы оттың не екенін сезді ғой ауыз. Сондықтан енді ойлану керек. Жаңа Қазақстанды шынымен құратын болса, құрғылары келсе, сол мақсатқа жетем дейтін болса, онда осындай Омар Жәлелдей, Көңілбай Шүкеновтей азаматтарды ел ішінде жүрген. Ойын тыңдау керек. Әрине енді адам болғаннан бәрі идеальный емес қой. Кем-кетік жері болатын болса айту керек. Мына жер былай болса былай болады, мына жер былай болса былай болады. Мына істеп жатқан жұмыстарыңыз керемет, ғажап екен. Сіздің ағартушылығыңыз. Қазақстанның міне 17 облысын аралайсыз. Ерінбей. Бағанағы шыны керек аға бар ғой, алатын ақшаңыз бар, арзымайды. Өзіңіздің еңбегіңіз ғой. Сіздің бір самолетіңіз біреу төлеп жатқанын көріп жатқан жоқпын. Сіздің бір керемет бір площадка беріп жатқанын көріп жатқан жоқпын, Рикстан, басқадан деген сияқты. Әйтеуір өткізесіз, жастарға тәлім тәрбие бересіз. Сол жерде келген 100 баланың 10-ы шынымен де өмірін өзгертуге сіз себепкер болып жатсыз. Өйткені немен? Қазақтың колорит дүниесін өзіне беріп жатсыз. Көрдіңіз ғой? Сіз келіп бағанағы сырттан келіп бағанағы бізде көп қой, Тинькофф сияқты, бағана кім сияқты мысалға әлемдегі бір неше түрлі мошенниктер үйіп кетті, келетті, сабақ беретті, бәлем-бәлемнен ақшасын алып кетті. Ондай емессіз. Сондықтан сіз сияқты азаматтарды, енді біз рухани жаңғырамыз деп кейбіріміз рухани қаңғырып кеттік. Дұрыс, рухани жаңғырамадық, рухани жаңғырудың сөздің мәнісін түсінбедік. Міне рухани жаңғыру деген өздеріңізсіздер. Сондықтан сіз сияқты азаматтарды алдыға шығару керек, мүмкіндік беру керек. Мысалы өзіңізде осы күнге дейін қақсап айтып жүрген дүниелеріңіз, арасында бақытты отбасыларға мен үй беремін деп жылда 2-3 үй бересіз, ол неге бақытсыз болу керек дейсіз да? Неге ол міндетті түрде бай асылып өлу керек? Неге оның қатыны жанып кету керек, Құдай сақтасын? Неге ол 5 баласы қалып соған береміз? Неге қоғамды оған тәрбиелейміз? Бақытты отбасыларды берейік, бағанағы қанша жерден қиындық болса да, шаңырағы шайқалса да, әйтеуір ер мен әйел екеуі бір-бірінің махаббатын сақтап, 5 бала 10 баланың әке-шешесі болып қалып, солар жетілдіріп, бірақ енді біреу охранник, біреу пол жуады деген сияқты сондайға жыл сайын үй беріп жатыр. Оны бірі білсе де бірі білмейді. Мысалға да, маған айтыңызшы, міне мемлекеттік арнадан осындай бір бизнесмен жылда бақытты отбасыға үй береді дегенді. Мен өз басым естімегенмін. Сондықтан құрметті көрермендер, жалпы камераға қарап сөйлейін. Бізде өзі бұл қанға сіңген демей қойықшы, жалпы белгілі бір топтың мүддесі ма, сондай көзқарас па, қазақты қазаққа қарсы айдап салуды қою керек. Қолынан іс келетін азаматтарды үлгі қылу керекпіз, шамамыз келгенше. Әрине көзқарақты көрермен керегін алады, керек емесін қояды. Оларды жау қылудың керек емес. Оның бір мысалы өзіңізсіз аға. Бағана өзіңіз бір шын көңіліңізбен айтқан сөзіңіз сізге үлкен таяқ болып тиді, таяқ емес сізге шоқпар болып тиді. Қарабет қыз жібергісі келді сізді. Абай танушы емес, бағанаға бәленбай танушы деп сіз жіберді. Сорлау, мен соламның бетіне де айтқам кезінде айтқан кісіге. Мен көрсем мыңмен қашады сол кісілер қазір. Мен ол площадкаға шақырғанда келмей қойды. Сондықтан қолда барда алтынның қадірін білу керекпіз. Екінші бізге Омар Жәлел келмейді қазақта. Келмейді. Дәл сіз сияқты азамат келмейді аға. Сіздің де дәуіріңіз өтеді. Сіз де ертең қаусаған шал болып, ақсақал сол күнге жетіңіз. Ертең Көңілбай Шүкенов келмейді. Ертең бағанағы бізде мықты азаматтар көп қой. Қазіргі Сырымбек Тау сияқты ел алдында жүрген, мысалы Руслан Берденов бар, мысалға Марғұлан Сейсенбаев бар, міне мысалға Сейсенбаевтар. Осындай азаматтар керек, осындай азаматтар көп болу керек. Біз шындықты жекешелендірмеу керекпіз. Мынау ғана керемет, мынау ғана идеальный деп. Шықсын, бәрі шықсын, барлық ағартушылықпен айналыссын. Олардың халыққа берер пайдасы мол ғой аға. Дұрыс айтасыз. Олардан жақсылық өтпесе, жамандық өтпейді ғой, Құдай сақтасын. Дұрыс па? Шамасы келгенше сараптау керек, саралау керек. Біз қазір кім? Бізге батыр іздегіміз келеді. Ойбай, біреу сүрініп қалатын болса, осы сорлыға бекер сеніптім дейді. Оның не керегі бар ондай сөздің? Сондықтан 90 сөздің тобықтай түйіні біз бетегеден биік, жусаннан аласа болып, шамамыз келетін болса, біріміздің мүмкіндігімізді айтып, жақсылығымызды айтып, жақсылығымызды жаманымыз жасырып, жақсылығымызды асырып өтейік мына жалғанда. Мысалға Омар аға, мен бір күйіп кететінім, қазір сіз Алматының бірінші, екінші деңгейлі жұлдызы болып жүрген әншісін тойға шақырыңызшы.
қалқам ау, мен Омар Жәлелмін ғой, Астанаға келіп ән айтып берші, мен бір тойым болып жатыр деп. Сізге айтады, Омар Жәлел болсаң өзің Омар Жәлелсің дейді. Маған 3 миллион теңгемді бер, самолетымды төле, керемет бір гостиницамды бер, сосын мен саған келіп өлең айтып кетемін дейді. Мен сен деп айтқан жоқ, ол сізге айтады да, сізге сөйтіп айтуы мүмкін. Бет жоқ, ұят жоқ, сыйламайды, барлықтар және ақшамен өлшейді. Құдай сақтасын, жүрегі кеңдер көп шығар, бірақ көпшілігі сондай. Ал сіз болсаңыз, бір жерге сабақ өтетін болсаңыз, адам басынан көп болса бір 10 мың теңге аласыз, 15 мың теңге аласыз. Таза ниетпен айтады. Жалпы айтқан кезде ағартушылықпен айналысатын азаматтарға қолдау көрсету керекпіз, мүмкіндік беру керекпіз, халықтың санасын ояту керекпіз, өскелең жастардың көзін ашық қылу керекпіз. Қарапайым тұрғыда қазір біз, мына мысалға, білмеймін, біздің білім министрлігі енді Құдайға шүкір мен енді жұмысы жақсы шығар, бірақ қарапайым мына өскелең жастар, мына соның ішінде 11 бітіріп жатқан балдар комментарийді оқитын болсаң, 1040 қате ғой ана жерде. Оқиды ғой комментарийдің бәрі. Өтірі қайда, нүктесі қайда, леп белгісі қайда, білмейді не жазып жатқандарын. Біз сондай жастар тәрбиеледік 30 жыл бойы. Не істедік біз өзі? Осыған қалай күймейсің аға? Сондықтан шақырғаныңызға көп рахмет. Айтылмаған сөз жетінбейді, енді бәрін айту мүмкін емес. Бәрін айтатын болса, ертең халықтың жауы болып кетеміз. Бір стакан су ішіп, отравление өліп кетуіміз мүмкін. Жау қайдан келетінін білмейміз қазір. Ешкім біз төбемізге көтермейді. Бәрібір де біз жақпаймыз аға. Бағана өзіңіз айттыңыз ғой. Дей тұрғанмен, әйтеуір шамамыз келгенше бір тырнақтай болса да бірдеңе халықтың бердік деген ойдамыз. Көп рахмет. Аман болыңыздар, ғұмырлы болыңыздар. Сіздермен жүздескеніме қатты қуаныштымын. Рахмет, алла разы болсын. Омар аға, сіз өзіңіз... Енді мен мындай нәрселе болып отыр. Мен өзім ойлап отырмын, мына Құранда бір жақсы сөз бар, білмейтіндерің дейді, білетіндерден сұрап алыңдар дейді. Сондықтан мысалы, мынау экономикалық тұрғыда осы мәселені кілтипанын шешіп, сырын біліп, осының шығу жолын ашқан Көңілбай бауырымызға осы тығырықтан шығатын жолды көріп отырған бауырымызға еру керек, сену керек. Неге? Өйткені Абай айтады ғой, сенім жоқ жерде ештеңе болмайды дейді. Сене алмай, сендіре алмай, серменде күй кешеді дейді. Анда барып ананы алдайды, мынаны балдайды. Сондан мемлекет қылатын не ол? Сенім. Сондан әр саланың өзінің мамандары бар. Мысалы, мен экономика саласы маман емеспін, мысалы. Мен мысалы Көңілбайдың көріп отырған жоқпын. Неге? Ол маман, осымен айналысады. Сіздің салаңыздың өз маманысыз. Сондан журналистикадағы мамандар. Яғни айтады ғой, әр адам өзінің ісін майталманы болып, соларға сенім артсақ, соны мемлекет сонда ғана дамиды. Сонда қазір кезде, бағана бір жақсы сөз айттым ғой, қазақтың сөзі ғой, өзінен шықпай жарымайсың дейді. Біз неге мысалы сыртқы күштердің қыспағында қалып, солардың қорқақ қоян сияқты торына түсуіміз керек. Соны бұзып шығу үшін өзімізден шығуымыз керек қой. Өзіміздің ақылымызды жұмсап, өзіміздің жаңағы Көңілбай жаңағы ашып отқан аты қалай валютаның? Криптовалюта, аманат койын. Криптовалютаны қорықпай қолданып, өйткені ол әлем қолданып отыр оны. Кеше мысалы қазір көп адамдар оған сенімсіз қарайды. Мысалы кешегі ертегідегі ұшатын кілемге отырып шығып жүрген кезде біз оны ертегі дедік қой. Кейін ол самолетке айналды. Яғни адамның қиялына келген кез келген нәрсе ертеме кеш пе шындыққа айналады екен. Сонда кім оған тезірек сенсе, сол табысты болады екен ғой. Сонда біз, мен өз басым, бұл кісі маған 5 сағат түсіндірді, жаңағы мәселелердің барлығын. Мен өз басым бұл кісіге сендім. Бұл кісімен әріптес болуға, бұл кісі енді маған қолынан келген түсіндірді, мен қолынан келген күшім жегенше түсіндім. Енді қолына келгенше әрине. Баспаналы болыңыз енді. Алла қаласа. Автокөлік. Енді ол қашанғы таксист алып отырасыз? Ол мен жіппен жүріңізші. 670 енді бұл мәселе былай ғой. Сіз негізі 670-пен жүріңіз. 670-ге шықтыңыз көлік? Алла қаласа. 600-бен жүріңізші, 206 шықтым. Мен машина моделін білмейтін адаммын. Енді ол мәселе басты онда емес. Негізі айтады ғой Абай, адам дейді, ғылымды сүйсе, мал мақтан ғиззат құрмет өзі іздеп табады оны дейді.
сонда ол адамның адамшылығын бұзбайды, қайта көрік болады дейді. Егер адам мал, мақтан, ғиззат, құрметтің соңына түсіп, іздерлеп түсіп, табынып іздесе, тапса, таппаса адамшылығынан айырылады дейді. Аға өшір сөзіңізді білейін. Осы күнге дейін көке, сіздің төбеңізге көтеріп, сізге енді бір Қытайдың шапанын беріп жүрген шығар. Шынымен де өз қолымен бір 10 жыл бойы бір тіккізген бір шапанды сыйлаған бір адамды мен көрген жоқпын. Ол шапанның ар жағында не тұрғанын білесіз, шыны керек. Сіз сияқты тағы да қайталап айтам, қазақтың Омар Жәлелдері жарқырап жүру керек көке. Алла қаласа. Сіздер көке кәдімгі бар ғой сіздерге. Ай сайын миллион теңгеден беріп отырса да, ол не емес қой, артық емес қой, түсінесіз ба? Енді оны миллион жастар тәрбиелеп отырса да, мен айтпауым керек. Қазақ айтады әгі, ай толғанын білмейді, жігіт болғанын білмейді дейді. Онда ол мен оны айтпауым керек, мен оны бас қатырмауым керек. Мен қазіргі кезде бас қатыратын нәрсем ол қазақтың руханияты. Сонда бұл жерде қазақта бұнда жақсы дәстүр болған бұрын. Бұны Махамбет айтады. Армақ сені сақтадым, құлағың сен сиректеп. Азамат сені сақтадым, бір күніме керек деп дейді. Немесе шал кезде тіл жалмаған күреңді тілеген достан аяман дейді. Тар жылдық қасымнан табылады. Сонда қазіргі кезде осы қазақтың ең бір аяулы дәстүрі бар, азамат сақтау дәстүрі. Біз бірімізді сақтауымыз керек. Неге? Өйткені анау көп жаман дейді, ертең тар жерде дейді, қырдың басына шыға алмайды дейді, сенің қасынан табылмайды. Қазақ айтады, арпаны асқа санама, боғымды көбейтеді, жаманды еске санама, тобынды көбейтеді дейді. Бізге қазіргі кезде ес болатын азаматтарды сақтауымыз керек. Малды да аямай, қасыңа сақтап, неге? Өйткені ертең қиын қыстау кезде сол азамат сенің қасынан табылады. Қазір көп адамдар сол түкке тұрмайтын боқ дүние үшін қасындағы азаматтарын сақтай алмай отырды. Сондан олар жалғыз ағаш орман болмайды дейді. Жалғыз адам ештеңе істей алмайды. Пайғамбарымыз өзінің жүзеге асыру үшін, Машһүр батамыз айтады, пайғамбарымыз өзін дейді, жүзеге асыру үшін дейді, Әбу Бәкірдің қызын алды дейді. Өзі Османға қызын берді дейді. Османға 2 қызын берді дейді. Кімге? Әлиге өзінің 1 қызын берді дейді. Анау хижраға көшіп барған мұхаджирлерге ансарлар 2 қатын 1-ін босатып берді. Сөйтіп барып, топтасып барып, идея жүзеге асты дейді. Сондан біз қазіргі кезде жалғыз біз ештеңе істей алмаймыз. Сондан біз бір-бірімізден неге адамдар жаңағыдай көбінесе жалғыз жүреді? Өйткені олар дүниесін аяйды бір-бірінен. Азамат сонда айтады ғой, анау шал кетеді, тіл жалмаған күрең дегеніміз арабы армақ, жаңағы тілін жалмап тұрған сөз бе? Жер тарпыққан емес, соны тілеген достан аяман дейді. Неге? Кезінде тар кезде қасынан табылады ғой деп дейді. Стратегия бұл сөз бе? Мемлекеттік стратегия. Сонда біз бір адам шықты ма жарқырап, біз онан аямауымыз керек. Неге? Өйткені ол адам мұқтаж болмау керек. Бірақ кім айтады ғой, Бекежан Қыз жібек фильмінде, жау келсе төрде, жау кеткенде босағада басымыз бар деп. Жоқ, батыр ол жау келгенде де төрде болу керек. Жау жоқта да төрде болу керек. Неге? Өйткені ертең жау келгенде оны іздеп таппай қаласың. Міне сондықтан біз қазақтың өзінің дәстүрі осыны айтып отыр. Азамат сақтау дәстүрі. Біз қазір қаншама азаматтар сақтай алмай қалдық мысалы. Сонда біздің азаматтарымыз көбісі шетелге кетіп қалды. Неге? Олар өздерін сақтауға мәжбүр. Сосын біз айтамыз, ой, қазақтың қамын ешкім ойламайды дейді. Әрине ойламайды. Қазақтың қамын ойлайтын азаматтарды біз сақтай алмаймыз. Артынан ермейміз, соларға аржа түспейміз. Аржа түсу керек. Неге? Ол сен үшін басын бәйге тігіп отыр ғой, айналайын-ау. Сенің балаңның болашағы жақсы болсын деп. Құл болып кетпесін. Иә. Біз оның неге артынан тұрмаймыз? Өйткені қазақ айтады ғой, қанша батыр болса да жауға салма жалғызды. Қанша шешен болса да дауға салма малсызды дейді. Міне, қазақтың экономикалық санасы бұл. Осыдан біз ауытқымауымыз керек. Егер сен артында қалың қазақ тұрмаса, қалың. Мысалы, Бұхар жау Абылай хан айтады, Абылай дейді. Өтің менен қабыма, өкпемнен жарылма, басына сонша көтерек халқыңа жаулық сағынба дегенде неге қорықпайды? Өйткені артында Бұхар жаудың 5 мейрам тұр. 5 мейрам тұр, қорықпайды. Абылай аспас арқаны сары бел деп атаған. Артында халық тұр, қорықпайды. Біз неге айта алмаймыз? Артымызда халық жоқ. Айтады, сізді қолдаймыз дейді, бірақ оның цивилизациялық жолдары бар екен ғой. Ол қазіргі кезде халық қалай қолдайды дегенде бүкіл Черчилль айтқан ғой. Жұрттың бәрі демократияны жамандайды, бірақ демократиядан басқа еш нәрсе өкінішке қарай ешкім ойлап тапқан жоқ дейді. Сондықтан қазіргі кездегі мына болды да партия елші жарылды деген әңгіме енді жүрмейді. Неге? Өйткені ол Абайдың кезіндегі партия, ол отаршылдықтың жаман сасық партиялары.
ана метрополия ойлап тапқан, қазақты жіктеу үшін, жару үшін. Ал қазіргі партиялар болашақ, ол қазақтың болашағын жұмыс істейтін партиялар. Сол электорат қана сенің артында тұрады. Оның артында жауға салма жалғыз деген кезде, соның қазіргі кезде цивилизованный жол тек қана жаңағы тәуелсіз партиялар келіп, осы біздің идеяларымызды алып шығып, соларға демеп, соны мемлекеттік деңгейде жүзеге асыруымыз керекпіз. Ол жалғыз өзін сен қазіргі кезде жүзеге асыра алмайсың. Мысалы, сондан батыстағы кез келген керемет адамдар сол өзінің идеясын осылай жүзеге асырды. Бұл демократияның өзінің қағидалары. Бізге де демократия жат емес. Неге? Қазақта бас кеспек болса тіл кеспек жоқ деген қазақ қой. Иә? Сонда біз нағыз демократия бізде болған. Сонда біз қорықпауымыз керек. Неге? Сонда бірімізге ара түсе білуіміз керек. Сосын тобырмен елдің айырмашылығы неде дегенде Абай айтады ғой. Бір мақтаса боқтамас, ел табыса құмарлан дейді. Ел тобырдан айырмашылық. Тобыр бүгін мақтаса, ертең даттайды екен. Бүгін бетін бесе, ертең артын бер. Тобыр. Ол антұрған, онда Абай айтады, өзі антұрған болғаннан кейін оның мақтауы маған пұл емес дейді. Ал кімнің мақтауына ие болу керек дейді. Бір мақтаса боқтамайтын, елдің мақтауына жетіп, ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді. Соны мәшһүр айтады ғой, халықтың керегіне жарамай дейді. Жаңа біреу керегіне жарамай, халық қолына көтермей, ер адам түкке жарамайды дейді. Анау ер жігіт дейді, отқа ұмтылған көбелек сияқты дейді. Халыққа пайдалы болуға ұмтылу керек дейді. Тыңдай бергіңізге. Біздің ауызашатында уақыт болып қалыпты. Құрметті біздің көрермендер, мен енді өзім аудиториямды асылдарым, жақсыларым деймін ғой. Еркелетіп, аудиторияның бәріне, осы қасымда жүрген достарым бәріне асылдарым, жақсыларым дейді. Сол әркімнің өзінің бір сөздері бар. Біреулер өзінің оқырмандарын, өзінің достарын әртүрлі неге теңеу жасап жатады. Мен асылдарым, жақсыларым. Сол енді кеше асыл адам деген жобаны жасап жатырық деп жасадық. Мына жаңа бақыт отбасын айтып отырмыз. Сол кезде сіз арабша бірінші рет осы сізбен кездескенде айттыңыз. Асыл деген сөз араб тілінен ол оригинал. Оригинал адам дедіңіз. Тамыр, түп. Иә, түбі. Сондықтан мына сондай біз мына аудиториямыздың бәрі, жан-жағымыздың бәрін асылдандыру үшін, тұқымымызды асылдандыру үшін бәріне асылдарым, жақсыларым деп жатырмын. Құрметті мына Омар аға, сіздің мына бүгінгі келіп отқан құрметіңізге, мына бәріміз тәнтіміз сіздің келіп отқаныңызға шын жүректен қуаныштымыз. Енді өткен жолы келгенде қазақтың шапаны, қазір біздің костюм шалбарымыз, көйлегіміз, қолымыздағы сағатымыз, галстугымыз, осы мәселелермен сізді өткенде қолымыздан келгенше күтіп шығарып салғанбыз. Бұл жолы да сізді құралақан жібермейміз. Мына күздегі немесе қыстағы, немесе астыңызға мініп жүретін ат қыласыз ба? Бір жылқыңыз бізден бүгінгі мына кездесудің несі жалпы қонаққа десі мына өзіңіздің артыңызда келе жатқан Нұрсейіт Көңілбай деп, інілеріңіздің атынан деп, жаңа Дәурен міне бәріміздің атымыздан деп қабылдаңыз. Рахмет. Бұл біздің жаңағы сіздерге деген құрметіміз, бұл құрметтің бастамасы. Алла қаласа жігіттермен әлі ақылдасамыз. Бұл жігіттердің бәрі өзіңізді қатты сыйлайтын, өзіңізді жаңағы айтып отыр ғой, ең жаңағы жоғарғы деңгейде бағалап, жалпы негізі дүниелік немен емес, адамгершілікпен сіз үшін жанын беретін, сіз үшін барын беретін осы міне қасымда жүрген міне Алмас деген жігіт бәрі сізді жақсы тыңдайды, таниды, тыңдайды. Рахмет. Мынау пойызда жүрсек те, жолда жүрсек те, сіздің жаңағы айтқан ютубтағы сөздеріңіздің бәрін біз жаңағы телеграмға басып аламыз да, соны тыңдап барамыз. Сіздің түріңіз керек емес бізге. Кіммен сөйлесіп отқаныңыз тағы да керек, маңызды емес. Бізге сіздің сөзіңіз маңызды. Соны сізден кейін жаңағы тыңдай береміз. Нұрсейіт жаңағы бауырым тура айтты сізге. Сіз сияқты ағамыз бізге өмірге қайтадан келмей қалама деп қорқамыз. Бірақ енді сондай өзіңіздің шәкірттеріңіз көбірек қазақ елінде тәрбиелеп кетсеңіз, сондай бір осы жобада жұмыс жасай беріңіз. Қалған біз өзіміздің жобамызда экономикалық, стратегиялық бағытта жұмыс жасай береміз. Біздің қолымыздан келгенше сізге қызметтеміз аға. Алла разы болсын. Сіздің қызметіңізге жарап, сізге мына іні болып, осындай ағамызға қызмет жасап жатсақ, біздің бағымызға біткен азаматсыз, сондықтан сізге Алла разы болсын дейміз. Келгеніңізге бүгін
бүгін өткенде жаңағы арқаңызға шапан жауып қазақтың салт дәстүрімен шапан дегеніміз біздің қазір костюм шалбар, құрметті ағайындар. Асыл адам деген асылдарым, жақсыларым деп жатырмын. Осы асыл адамдардан біздің мына жақсыларымыздан деп қабылдаңыз. Бүгін бір ат мініп ой рахмет, үйге барғанда жеңгемізге айтып, бүгін мені жігіттер өткенде шапан жауып өтіп, бүгін ат мінгізіп жіберді деп Нұрсейіт бауырымыздан, жаңа Дәуре, міне осы жерде отырған жігіттерден бәрінен мына асыл адамдардан, жақсы адамдардан деп қабыл алыңыз. Бүгінгі кездесуде біз сізден бір жылқының құны емес, бір үйірдің құнындай мағлұмат алдық. Өзіңіздің ойыңызды білгіміз келді. Алматы қаласынан әдейі арнап Нұрсейіт бауырымыз келіп жатсыз. Сізге астында сый сияпатыңыз дайын. Сондықтан қашанда біз бір-бірімізді құрметтеп, қадірлеп, жаңа Нұрсейіт жаңа бауырымыз айтып отыр ғой, бұл кісілер де экономист емес, бірақ керемет журналист. Бірақ бүкіл нәрсенің бәрін түбінен тамырынан біледі. Рухани жағынан сіз білсеңіз, бұл кісілер жаңағы мына зерттеулермен айналысып, шұғылданып келіп, осы мына достығымыз бұл дүниеде де, ақыретте, жұмақта да жалғасуға нәсіп етсін. Амин. Сіздермен бірге бұл дүниеде қазақ елінде қызмет жасасақ, Аллахқа құлшылық етсек, о дүниеде Аллах тағаланың бізге сүйіншілеген жәннатында сол жерден достығымыз жалғасса деген ниетпен бүгінгі бағдарламаны аяқтағым келеді. Құрметті асылдарым, жақсыларым, бүгінгі сіздерге ой түйіндеп, біздің мына жазып жатқан, пікір қалдырып жатқан барша азаматтардың бәріне Алла разы болсын дейміз. Сіздерге де біздің сыйымыз бар. Біз әрқашанда сыйлықты таратқаннан, оған біздің пейілімізді, Аллах тағала біздің несібемізді тарлықпайды, арттырады, одан артырады. Сіздермен бірге жарқыраймыз, сіздермен бірге жарқын болашаққа жетеміз. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын ағайын.